көшеден бір қызды көріп алып баса көктеп машинаға салып алып қашу Ұрлау ғой, адамның разылығынсыз алып қою ғой біреудің қолынан. Шамасы келген жігіт қызды өзіне ғашық ете алады. Шамасы келмеген, өзіне сенімді емес болған жігіт не істейді? Қызды алып қашады. Сол ақшаны одан да жас отбасыға берген дұрыс та. Қиын ұстаз, бірақ біздің қоғамда қазіргі кезде бір балаңа той жасап бере алмасаң деген әңгіме бар ғой қоғамда. Ол көрдің бе? Андай өтік намыс ол ше. Біреу үшін өмір сүру ғой ең үлкен дерттердің бірі. Сен той ана ретінде беріп жатқан ақшаң не ол? Сыйлық деп берген болатын болсаң, сол сыйлығыңнан бір нәрсені дәметіп қайтарып алатын болсаң, қайтарып алу есебінде ғой, енді 100 мың бер, маған 100 мың әкелу керек деген нәрсе. Бұл адам өзінің құсығын жегенмен бірдей. Әдейі оны көп ақша көрсетіп беруі, конвертке салып осынша әкелдім деген сөз бір жағынан рия араласып жатыр ма? Егер де сен бірінші әйеліңді асырай алмай тұрсаң, бағып қаға алмай тұрсаң, үйлену саған арам болады. Екінші әйел алу бұл жағдайда бәрі жасырын болсын. Сенің әке шешең де білмесін, менің де әке шешем білмейді, бірінші әйелім де білмейді. Мен тек сол түнін өткізу үшін барам. Ең еркек адам, үйленетін адам бірінші әйелі үйлене ме, екінші әйелі үйлене ме, оның бойында хикмет болу керек. Басқаратын саясаты болу керек. Ол өзінің мейлі ол дін жолын ұстансын, дін жолын ұстанбасын. Ол екінші әйел алу деген ойында бар оның. Қалың мал мен мәһр екеуі бір деп айтуға келе ме? Ертең мен ажырасып кетуім мүмкін дейді, өзімде алады дейді. Иә. Сен уже ниетің дұрыс емес. Ойы дұрыс емес. Сен қазірден бастап ниетің адам ажырасын деп тұрмысқа шықпайды ғой. Екеуі бірге төсекте бас қосуға кедергі болатын еш нәрсе болмау керек әлгі бөлмеде. Түсінсің ба? Жеңгелерді аңдып тұрмау керек есікте. Не істейді екен деген секілді. Мен сенен дүние мүлік сұрамаймын. Маған Құран үйретсең болды. Сол менің мәһрім деп айтса. 500 мың теңгеге адам Құран үйрете ме? Өте үлкен айып нәрсе ғой бұл деген. YouTube'да толып тұр, мешітте тегін ақ үйретеді саған. Жәбірел секілді деп үйретесің бе мысалы үшін сен? 500 мың теңге, 1 миллион теңгедей алатын деп мысал ретінде. Әйел өзін тапсырып тұр. Міне, кел пайдалан деп тұр. Әйелінесе, еркекінесе әмей тұр, пайдаланамай тұр да ол. Әйелінің кінәсі жоқ. Әйелінің кінәсі жоқ. Ухажер ретінде пайдаланады ғой көп жігіт, көп қыздар. Көп қыздар ухажер ретінде пайдаланады. Ухажер ретінде жігітті байлану шариғатта арам. Сезіммен үйленген дұрыс па, ақылмен ба? Міндетті түрде симпатия болу керек. Оны сен қасыңа алып жатасың ғой сен ертең оны. Ұлт мәселесінде, өзге ұлт өкіліне шығу мәселесінде қандай проблема бар? Бірең сараң адамдар бар шығар, басқа ұлтқа тиіп бақытты болып кетіп жатқан. Бірақ көпшілігіне қарайтын болсақ, расымен одан шынымен сұрайтын болсақ, ол бақытсыз. Яғни өзім ұлтымды сүйемін мен. Қазағымды сүйемін. Қазағымның қара көз қызын өзге ұлтқа қиғым келмейді. Бисмилля, ассаламу алейкум құрметті Ясин медиа арнасының көрермендері. Әдеттегідей біздің подкаст күмән тудырған мәселелер сериялық подкасты өзінің неке бабының екінші түсірілімі. Міне, бірінші түсірілімде біз кіріспе болатын. Осы неке бабына әдеттегідей біздің спикерлеріміз Самат ұстаз және Данияр ұстаз, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ұстаз, енді көп созбай бірден мәселеге кіріп кетейік. Неке бабының екінші түсірілімі. Бірнеше әлде көптеген бұған қатысты сұрақтар легі бізде бар. Сондықтан көп созбай кірісіп кетейік. Ең бірінші шығарылым болады ғой, 3 шығарылым болады. Некенің өзі. Алла разы болсын ұстаздарға. Бұл ұстаздар ешқандай бұған байланысты ақы да алып жатқан жоқ. Тек өздерінің білімдерімен бөлісіп жатыр. Сіздерге қалған нәрсе тек қана осы білімді сусындау және біздің Ясин медиа арнасына өздеріңіздің қолдауларыңызды пікір ретінде немесе сындарыңызды айтсаңыз да қашанда ашықпыз қабылдауға, және осы подкастты таратсаңыздар нұр үстіне нұр болушы еді. Бірінші сұрақ ендеше, жалпы өткенде біз некеге куә мәселесіне келген болатынбыз. Осы көп қойылатын сұрақтардың бірі имам куә бола ала ма деген мәселе, соған келіп тоқтадық па? Куәні біз некенің шарттарына жатқыздық. Егер куә болмаса, неке дұрыс болмайды дедік. Енді куәнің саны қанша дегенде, фиқх кітаптарымызда бұған қатысты 2 ер адам болу керек, немесе 1 ер адам, 2 әйел адам болу керек. Осы 2 ер адамның алдында қыз бен жігіт ұсынысты білдірсе, неке процесс саналатын орында жерде, яғни сөз салу емес, неке дұрыс болып кете береді, болды. Уәлидің рұқсаты болса деген секілді. Сол мәжілісте болса. Сол мәжілісте. Ал енді мысалы үшін мешітке бардың, қыз бен жігіт, и жігіт өзінің қасында жолдас баласын ғана ертіп бара салды. Мысалы ретінде. Жігіттің өзі, неке қиюшының өзі неге куәгерлік өте ала ма? Өте алмайды. Демек, куәнің саны жетіспей тұр. Бірақ куә болып тұр. Дұрыс па? Енді осы кезде имамның өзі әлгі келген куәмен бірге қатарласып налар некелеріне куәлікке өте алады. Яғни имам куә бола алады, куәлікке өте алады.
яғни айтқым келген нәрсе, ер жігіт жаққа қарай, иә. ер жігіт жаққа қарай міндетті түрде некені қиып беретін бір адамның болуы шарт емес фихи үкім тұрғыда. Не үшін имам қияды? Өйткені имам деген самат ұстазымыз айтты алдыңғы подкастта, ол діни үкімдерді білгендіктен, енді мешітке анда-санда бір барады, неке қиятын кезде барады, жаназада бір барады, Құран оқытатын кезде, дем салдыратын кезде ғана барады, басқа кезде көп адам мешітке бара бермейді негізі. Мешітке келіп тұрған кезде имам не істейді енді оған? Некенің үкімдері, әйелдің ақысы, ердің ақысы деген секілді нәрсені үйретіп жібереді. Сол үшін мешітке барып неке қи дейміз. Ал егер мешітке имамның алдына дәл осындай жағдаймен барып қалсаң, имам да куәлікке өте алады. Жақсы, әдемі. Сөз енді келесі сұрақ мынандай нәрсе, қыздың тек қана анасы болса, яғни басқа туыстары жоқ. Кеше біз айттық, уәли бұл ер адам болу керек. Уәлиді қазақша айта берші. Оның жақын туысы ер адам болу керек дедіңіздер. Бірақ енді жалғыз анасы ғана болса, ол осы уәли бола ала ма, уәлидің қызметін атқара ала ма? Бұл жерде енді оның тек қана анасы бар. Анасынан басқа ешкім жоқ. Иә, олай болатын болса, анасы уәлилікке өте алады. Ағасының орнына, немесе әкесінің орнын баса алады. Яғни ол кезде де анасының рұқсатын алуға қажет, иә? Иә, әрине. Ал ұстаз мынандай болса, уәли деген сөз рұқсат беретін адам ғой. Соның рұқсатынан біз өйткені шарт деп айттық. Уәлидің рұқсат беруі шарт деп айттық. Ұстаз мынандай болсашы, егерде қыздың мүлде жетім қыз болса, ондай қыз қалай өзін некелейді? Жетім қыз болатын болса, бұл жағдайда сол жерде діни өкілеттілігі бар адам, екеуінің айырмашылығы, иә, жаңағымен. Діни өкілеттілігі бар адам, фихи кітаптарда бізде былай деп келеді да, қалды дейді да, қазы оған уәли тағайындап береді, немесе қазының өзі уәлилікке өтеді оған. Енді қазір бізде қазы жоқ қой енді. Қазыны біз діни өкілеттілігі бар адам деп айтамыз. Сәйкесінше Қазақстан мұсылман діни басқармасы бекіткен пәтуаға жауапты болған адам, ерлі-зайыптылар мәселесін шешіп бере алатын адам барады, алдына барады, уәли болып өте алады. Ниябәтан деп айтылады бұл нәрсеге. Уәлиден ниябәтан болып қазының, яғни діни өкілеттігі бар адамның алдына некесін қияды. Муфтиятқа бару керек болса сонда? Жоқ, қазір бізде мешіттерде пәтуаға жауапты адам отырады. Әр мешіт облыста, орталық мешіттерде пәтуаға жауапты адам отыр. Сол кісіге барады, сол кісінің алдында некесі қиылады. Осы жерде мен тағы айта кетейін, алдын бір мен сұрақ жауап ұйымдастырамын ғой енді. Бір жігіттер маған шығады да, сол сұрақ жауапта былай деп айтқам, мүлдем жетім адам болатын болса, бұл умраға қалай барады, сапарға қалай барады деген кезде бара береді дедім мен. Сапарға шыға береді дедім. Енді жерден бір жеті қоян тапқандай біреу маған жекемен шығып, сен деген халықты неге айтып адастырып алсың, мәтәпта жоқ болған нәрсені айтып жатсың ғой дейді да. Жалпы о нәрсені біз білеміз. Қазы уәлилікке өте алады, уәли болады, жетім қызын деген секілді. Енді заманда қара, мысалы. Діни пәтуаға жауапты болған маманның өзі сенімен бірге умраға еріп бара ма? Не? Бармайды ғой? Бармайды. Немесе сенімен Алматыдан Астанаға бірге еріп бара ма? Еріп бармайды ғой. Дұрыс па? Жауапкершілікті алмайды. Яғни сен оны айтқанмен не пайдаң жүрген? Ол мешіттегі имамға барасың, ол сенімен бірге еріп бармаймын десе ғана, зәрулік сапары болса ғана шығасың. Ол зачем оны сен айтып? Қазылық жоқ, елдеуіміз жоқ та біздің мысалы үшін. Сол сияқты. Кім айтады оны айтудың қажеті жоқ деп? Нені? Жаңағы мәселені. Біреу шығып жатыр да маған жеке шығып. Сондықтан да жетім қыз сапар мәселесінде қатты былай таассұп қылудың қажеті жоқ деп ойлаймын бұл мәселеде. Жақсы, түсінікті. Сол құзыреттіліктерге жүгінеді жалпы, иә. Енді мынандай сұрақ ұстаз. Енді біздің қоғамда ол нәрсе азайып келе жатыр, бірақ дей тұрғанымен әлі де бар көріністері. Алып қашу мәселесі. Дініміз оған не дейді? Алып қашу дәстүрі десек болады. Алып қашу дегенде, алып қашу біріншіден тарихына үңілейік бізге. Не үшін қазақ алып қашқан кезінде? Көп осы мәселені ізденген кезінде мен қалың қатарласып іздедім де осы мәселені. Алып қашудың себебі қыздың жағдайына қарайды екен да. Қыз ұзатуға, тағысын тағы жасау деген секілді нәрсеге жағдай жетпеген кезде екі тараптың келісу арқылы қызға жеңілдікті мақсат қылып алып қашатын болған кезінде дәстүрімізде. Бұл жағдайда жігіт те біледі, қыз да разы. Екі жақтың ата-аналарының бәрі разы.
рұқсат беріп тұр. Көрінісі алып қашу көрінісі. Не үшін жасалып отыр ол? Қызға жасалып, қызға жеңілдік ретінде. Ал қазіргі біздің кезіміздегі алып қашулар, яғни бұрынғы заманда да алып қашудың барлығы осындай көріністе болды айтпаймын. Кәдімгідей жабайылыққа салып алып қашқандар да болған, атқа салып мысалы үшін да қызды басып алып қашқандар да болған. Ол кезде енді ол қайтып келген қыз жаман деген секілді түсінікпен өмір сүрген ғой. Біз енді ол заманның түсінігін кінәлай алмаймыз. Қазір бізде коучтар не дейді? Ой деп, сенің ата-анаң сені осылай тәрбиелеген, ата-анаң берген тәрбиенің бәрін, нең бәрін, информацияның бәрін миыңнан алып тастаса да, бастан обновление жасау керек саған. Ол кісілер осылай енді деп байқағанда жерден алып жер жасап тастайды ата-ананы. Ол ата-ана сол кездегі тәрбие сол қоғамға қажет еді. Сол нәрсеге негізделіп тәрбие берді қызға. Ал қазір бізде дәстүр өзгерді, менталитет кішкене өзгеріп, бұл баяғыдай емес. Қазіргі жаңа нәрсемен ескі нәрседен жоқ деп айтамыз. Тозығы бар. Айтуға болмайды, жоқ, дұрыс емес деп, мысалы үшін да. Сол секілді кезінде де болған, алып қашулар, баса көктеп алып қашулар болған, бірақ в основном алып қашудың несі, көрінісі қызға жеңілдік ретінде болатын болған. Ал қазіргі таңда алып қашулар олай емес. Қазір бір қызына той жасап бере алады, былай қарағанда. Және де той жасаудың өзі де, тоқталамыз бұл нәрсеге, міндеттілік деңгейінде емес. Енді егер де осылай бәрі келіскен болатын болса, күнімізде де келіскен болатын болса, әбестік жоқ. Ал көшеден бір қызды көріп алып, баса көктеп, машинаға салып алып қашу, бұл шариғатта ғасып деп атады бұны. Ғасып деген разы болмай тұрған нәрсені адамның разылығынсыз алып қоюға біреудің қолынан. Түсін бе? Ол өте үлкен дінде күнә, бұл заңда да кәдімгідей қылмыс. Сондықтан да шамасы келген жігіт қызды өзіне ғашық ете алады. Шамасы келмеген, өзіне сенімді емес болған жігіт не істейді? Қызды алып қашады. Демек, оның 3 көрінісі бар ғой, Бірінші көрінісі баяғыда бізде дәстүрімізде болғандай, 2 ата-анасының разылығы келісе отырып, ең бірінші енді қыз бен жігіт бір-бірін ұнатты, келісті, одан ата-анасы да разы болып тұр, сөйтіп некелер жалпы қиылды деген сияқты. Одан кейін барып, не үшін қылып жатыр бұл нәрсені? Жағдайы жетпегендіктен. Қыздың жасауын жасай алмауы мүмкін, той жасап бере алмауы мүмкін. Сол себепті де келісіп алып қашуы. Бұда ешқандай шариғат жағынан да, бізде әдет ғұрпымызда да ешқандай несі жоқ, әбестігі жоқ. Екінші мүмкін көрінісін айта кету керек шығар, оның ортасындағы. Екі жақ бірақ келісуі мүмкін, бірақ ол алып қашқан кезде жаңағыдай некесі қиылмауы мүмкін ғой. Некесі қиылмастан бірге сөйлесу бар, оны ұстау бар, алып оны келісілген алып қашу олай некесіз бірақ басынан қысып тұр, машинаға жүресің деп алып қашпайтын сияқты, олай отырып, өзі спокойно отырып, сол жеке қалып қалу бар, оның несі бар, уәлисіз ол жағынан қарау керек. Ол жағында шариғат жағынан қарау керек. Ол да дұрыс емес. Ақыр келіскеннен кейін, екі жақ келіскеннен кейін некесін де қиып алсын, сөйтіп алып келіп не істесін, ары қарай басқа нәрселерді істей береді. Мен білімше кезінде неке кезінде қазақтар үйден қызды некесі шығармайтын болған деп мен естідім, бірақ өзім оқыған жоқпын, қараған жоқпын, зерттеген жоқпын. Осы мәселе қалай екен? Негізі шариғат бойынша солай ғой. Шариғатта осылай, үйден алып шыққан дұрыс та. Ертең сен үйіңе алып барған кезде ол бет ашарға дейін біраз уақыт бар. Ал біз дәстүрде бет ашар болмай тұрып қызға кіргізбейді. Жеңгелерін жүреді оқтау ұстау қолынан, мысалы үшін. Оны сонша қинап не қылады дейді. Әкесі сол жерде некесін қиып беріп, батасын беріп шығарып салса, люмизинге деп көтерген кезде күшті де. Бұл дінді берік ұстанамын деген кісілерге құлақтарын алтын сырға. Иә. Одан кейін үшіншісі жаңағыдай баса көктеп алып қашуы, немесе ол қыз бен жігіт қана келісуі мүмкін, бір-бірін ұнатуы мүмкін, ата-анасының ризалығысынсыз. Баса көктеп жаңағыдай келуі, немесе келісіп келгеннің өзінде де бұл да дұрыс болып есептелмейді. Өйткені екі жақ келіскен емес, міндетті түрде ертең не болады араларында, келіспеушілік болады, тағысын тағы, одан кейін заң жағынан да сотталады, ол дұрыс емес. Ұстаз, енді той деп қалдыңыз ғой, сол дүркіретіп жасау қаншалықты, бұл сұрап па, сұрап емес па, тойдың бір стандарты бар қазір? Енді біз қарап отырсам, мысалы үшін жиын бола ма, той бола ма, үйге қонақ күтудің өзінде ғой. Қонақ күтудің өзінде Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан бірдей дәстүрлер. Шамалас. Дастархандарды, шамалас өте, дастарханды гүл қылып тастайды. Құстың сүтінен басқа барлығы бар дастарханда да. Ал енді көршілес елдер алып қалсақ, Түркияны алып қарайық, мысалы үшін.
Аха. Түрік елдерін алып қарайық. Немесе анау арабтарды алып қарайтын болсақ мысалы ретінде. Бәрі емес. Франция, батыс елдерін алып қарайық былай айтқанда. Олай жасамайды дастарханды. Жеміс жидек, бір-екі тәтті болды. Бір арабтың тойына барған жігіттер айтады, біздің қазақ бір арабтан қыз алған ғой. Тойына барған деген мықты болады деп ойлаған ғой. Сөйтіп барса, кішкене ыдыста бір палау берген, кішкене өздерінің балалары, и тәтті берген, и шай берген болды да. Кофе мен шай береді. Кофе мен шай. Сіз бардыңыз ғой, Жалпы болғам, көргем я. Кофе мен шай солай береді. Болды, той сонымен сыртқа шығып билейді. Дікс билейді, сонымен қайтады барабан. Әдем бітті. Шығын жоқ. Бағарып тұрсаң. Анамасын. Бізге де енді солардың да енді әр ұлттың өзінің бір жақсы жерін болса алған дұрыс шығар деп ойлаймын да. Соны алса қалай бізге? Өйткені қазір біздің тойлар деген шығынның үстіне шығын ғой. Бәсекелестік. Ана туысқаным ана ресторанда істеген екен. Мен одан мықты ресторанда той жасаймын. Ақша жетпейді. Кредит алады. Арам іске барып, балаңның бағын ашам деп ойлайсың да. Арам іспен ұрпағыңның, балаңның бағы ашылмайды, былай қарағанда. Сол үшін де ондай бәсекелестік кішкене екі жасында болашағын және шариғи тұрғыда бұл ысырап. Енді шариғатқа келсек, жалпы той жасауға ешқандай бір не жоқ. Пайғамбар әулем уәләу биша дейді ғой. Не жоқ, тыйым жоқ жалпы. Бір қой болсын, сойып жарияла. Дейді да. Ол міндетті түрде керек емес андай қылып. Дастарханды гүл қылып деген секілді. Өзің жағдайына сай. Негізі мен айтарым, егер де ақша боп тұрған күннің өзінде де боп тұрса, екі жақ келісіп, той жасамаса, шағын ғана бір өзінің ортасында істеп, сол ақшаны одан да жас отбасыға берген дұрыс да. Бір бизнес басталар олар. Қиын ұстаз, бірақ біздің қоғамда қазір кезде бір балаңа той жасап бере алмасаң деген әңгіме бар ғой қоғамда. Ол көрдің бе? Өтік намыс ол ше. Қоғамның дерті. Өтік намыс. Намыстың өзінде біз өз орнында қолдануымыз керек. Өтік намыс ол. Енді біздегі қоғамның дерті ол өздері де біледі. Бірақ енді соқыр сенім ғой. Не дейді? Жағдайың жетіп тұрса, Дәуренбек. Қайрат Нұртас демек қой енді. Жағдайың жетіп тұрса, шақыр. Жұлдыздарды шақыр. Бәрін шақыр. Жұлдыз дегенде енді андай жұлдыздар емес. Дікс жұлдыздар емес. Мықты адамдарды шақыр. Сыйлы қонақтарды шақыр. Қымбат қылып өткіз. Дастарханды керемет қыл. Керек болса акуланың етінен манты жаса. Жағдайың жетіп тұрса да, акуланың еті адал бізде. Көреді ғой жалпы өзі. Мен айтып тұрған нәрсем ана жағдай жоқ. Кредитке кіріп, қалтасы көтермесе де, қарыздан шығындалған ол. Бізде мен айтпағым жалпы қоғамның дерті, біздегі өздері де білет, біреу үшін өмір сүру ғой. Біреу үшін өмір сүру ең үлкен дерттердің бірі. Бір жаңа балаңа той жасап бере алмадың ба? Әрине оның жағдайы жетіп тұрса жасаған жақсы, жасай берсін. Ешкім оны тыймайды. Бірақ өкінішке орай көпшілігінің жағдайы жетпестен кредит алып, оның да жаңағыдай жасауын барлығын кредитпен істеп, сонша батып, одан екі жастың мойнына соны іліп, одан кейін ол біткеннен кейін ол тоймен ғана бітіп қалмайды ғой. Кейін қанша жылдар бойы оның жақсы отбасы өмір сүруіне, бақытты болуына міндетті түрде әсерін тигізеді. Неге? Өйткені кредит жабу керек, қанша қарызға батып кеткен, енді оның өмірі жаңадан басталып жатқан кезде осындай қиындықпен басталғаннан кейін ол отбасының тұрып қалуы, ол отбасының шайқалмауына кім оған кепілдік береді? Міндетті түрде ол жаманшылық, ол зияны тиеді. Ал соның алдын алуға болады. Алдын алсаң, қалай аламыз біз? Жаңа дерттерді емдеу арқылы. Мейлі, біреу бірдеңе десе дей берсін, сыртынан сөйлей берсін, жасап бермеді деп айтпай қойсын, бастысы мен балам, ұрпағым бақытты болсын деп қарайтын болса атана, есті атана. Онда, иншалла, осы дертті емдеген болады. Жаңа қоғамда бір жоғары өспесе, ол төмен кетпейді ешқашан. Той дедік қой, енді айта кетейікші, басқа жерде айтылмайтын шығар ол мәселе. Мысалы, Дәуренбек, сен той жасадың да? Өзің туған туысқандардың тойларына барғансың. Алып барасың, тойын алып барасың, 20 мың, 100 мың жылқы беріп жатады бір деген секілді. Сөйтіп сен өзің той жасадың. Тойыңа әлгі адамдар келді. Әлгі адамдар сен берген соманы, соманы алып келмесе, немесе одан да кез келген соманы алып келмек, тек құралған бүйтіп барып отырып, тамағын жеп шығып кетсе, сен ренжисің ба?
Оны ең бірінші ол кезекте ол жердегі үйдегі әйел адамдар санап бастайды деп ойлаймын ондай кезде. Әйелі бар, сен еркек бар, бөліп жармайық әйеліңе жалпы. лақтырып жіберме, сен өзің айт, өзің ренжисің ба сен той иесі ретінде? Жоқ, мен жеке өзім ба? Жалпы деймін да, былай. Көп жағдайда. Қоғамның көзқарасымен айт, өзің ренжиді, көп жерде ренжиді. Енді қара, сен той ана ретінде беріп жатқан ақшаң не ол? Садақа ма, әлде сыйлық па? Сыйлық қой. Садақа дейтін болсаң, садақаның қарымтасын күтпейсің. Иә. Ал сыйлық деп берген болатын болсаң, сол сыйлығыңнан бір нәрсені дәметіп қайтарып алатын болсаң, қайтарып алу есебінде ғой, енді 100 мың бер, маған 100 мың әкелу керек деген нәрсе. Бұл адам өзінің құсығын жегенмен бірдей. Яғни сен біреуге тойына ретінде бердің ба ақшаңды, қайтып келеді деп үміттенбеу керексің. Үміттендің бе, ода сауап жоқ. Ода не жоқ? Сауап жоқ. Сондықтан да енді ренжіп жатады, маған анау алып келмей қойса, сен өзіңнің қуанышыңды бөлісу үшін жасап жатсың тойды. Шамаң жетпесе, онда жасама. Иә? Деген секілді. Шамаң жетпесе, онда жасамау керек. Одан кейін берген, енді бұл көбісіне ауыр емесе қиын болуы мүмкін ғой. Берген затыңды қайтып күтпе. Сен Алланың алдында бір сауапқа елену үшін, бір сауап алу үшін не үшін беріп жатсың? Анаған көмек ретінде беріп жатсың ғой. 2 жасқа көмек, немесе сол отбасыға көмек ретінде беріп жатсың. Қанша ақша беріп жатсың? Беріп жатқаннан кейін сол ақшаңды қайтып келуін онда санайтын болсаң, мен ойлаймын да, дұрыс емес. Егер той ананы бермесе, берген той ананы қайтадан алып келмесе, осы кете беретін болса, болашақ той істемейтін сияқты ешкім ше. Негізде ол да рөл атқарады. Ертең тойыма жауап береді, мен туған туыстарым алдында мен де бердім ғой деп, ол есептеп барады. Жоқ, барлығы сөйтіп ойлайды. Құрметті көрермендер, енді болашақ жастар, әркімнің өз еркінде ғой жалпы. Біз енді шариғи тұрғыдан Алланың алдында болатын сауап, біздің подкаст толықтай үкімнен тұрады. Үкім, Алланың алдында толықтай шынайы сен сауапқа еленгің келсе, адамдарға көмек ретінде бергің келетін болса, онда олай есептемеу керек. Олай болатын болса, онда сомасында не істейді, азайтып береді деген сөз. Әдейі оны көп ақша көрсетіп беруі, конвертке салып осынша әкелдім деген сөз бір жағынан рия араласып жатыр ма? Екіншіден, адамдар мен осынша ақша берсін деген нәрсе. Сен енді көп нәрсе ол жерде, субханалла, жүректегі дерттер ол жерде не істеп жатыр? Шығып жатыр. Сол үшін де имам Ғазали айтады, біз әлімул халды айттық қой, қайта айналып келіп. Көп деген оқисың әлімул хал. Намаз оқушы адам намазды үйрену керек. Ораза ұстайтын адам оразаның үкімдерін білу керек. Үйленетін адам осындай жағдайды білу керек. Одан тағы да осы нәрсені қосады, қандай жүректің дерттері бар ғой бізде қоғамдағы. Жаңағыдай осынша берсем осынша келу керек, мен балам осындайда қалып қалмау керек деп рибаға кіріп кетуі, ел қатарды өмір сүрсін деп оңды солды ақша таба беруі, халал харамға қарамауы деген сияқты. Бұның барлығы жүректің дерттері негізі. Осы нәрсені де жүректің дерттердің алдын алуы, себеп салдардың алдын алуы, үйренуі де парыз деп айтады да, әрбір адамға, мұсылманға. Енді пайғамбарымыз айтқандай, соған дәл сәйкес келеді. Әрбір мұсылман ер адам, әйел адам ілім алу оған парыз дегенде осындай ілімдерді үйрену керек. Ғалым болып кетпесе де. Жақсы, Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, бастарыңыздан асып секірмеңіздер. Ұстаздарымыздың айтқаны енді. Сосын берсеңіздер, талап етпеңіздер. Жай, бұл үкім деп айтты. Енді мынандай сұрақ келесі. Қызық тақырыптардың бірі көп әйелділік мәселесі. Енді біз білеміз. Сонда некен сұрақтар бітті ме уже? Көп әйел біресе? Әлі араластырып? Жоқ, араластырып отырмыз. Қызық сұрақтардың бірі жиі талқыланады. Әсіресе намазхан адамдардың арасында осы нәрсе көп талқыланады. Біз білеміз, біз құқықтық мемлекетте өмір сүреміз. Біздің мемлекетімізде көп әйелдік заңдық тұрғысынан рұқсат емес. Бірақ біз бұл ақпараттық танымдық контент дедік. Яғни біздің подкастымызда тек исламдық құқықтық қана баға беріледі. Қазақстан заңнамасына қарсы емеспіз. Яғни тек қана қалай дінде бар, соны ғана айтамыз. Жалаң. Біз оған шақырмаймыз, тек ақпаратты береміз. Яғни ұстаздар сонымен айналысады. Бұл алтын сырға құлақтарына тыңдармандардың. Бірақ енді ондай нәрсе бар. Және ислам оған қалай қарайды көп әйелділік мәселесіне? Дәуренбек, адам есекпен қосылса не болады? Айуандық қой енді. Есекпен қосылса. Айуандық. Заңда бұған не бар екен, құқықтық баға бар екен. Есекпен жануар мен адам егер қосылатын болса,
ол жазаға тартылады деген, айыппұл салынады кәдімгідей. Енді заңда бұл бар ғой, дұрыс па? Заңда осы пунктті, подпунктті оқиды да біреу. Сонда не? Заң сонда 4 аяқты малмен қосылуға шақыра ма деп айтса, оның сөзі орынды ма, орынды емес па? Орынсыз. Орынсыз. Өйткені сондай бір айуан табиғатты адамдар бар малмен қосылатын. Қосылып қойса, оған жазаны беру керек. Ісіне баға беру керек, құқықтық баға беру керек. Заң, дұрыс па? Шариғатта солай. Яғни бір істі егер біреу солай жасайтын болатын болса, оған шариғат қалай баға береді соған. Яғни біз айтып тұрғанымыз не? Біз мына жерде отырып алып көп әйелділікті не істеп жатқан жоқпыз, насихаттап шақырып жатқан жоқпыз. Ал егер біреу бір әйел емес, 2 әйел алатын болса, 3 әйел алатын болса, осы 2 әйел, екінші әйеліне, үшінші әйелінің үкімін шариғат қалай бағалайды? Соны айтамыз. Біз соны айтамыз. Отырып алып, тоқал алыңдар, тоқал алмаған еркек ол еркек емес, нағыз еркек, тоқалы бар еркек деген секілді сөздерді айтып жатқан жоқпыз. Біреу солай істесе, қалай үкім береміз? Енді үйленудің үкімі бар. Үйленудің 5 түрлі үкімі бар. Соның біріншісі сүннет болады, егерде сен шахуатың бір деңгейде болса. Бір деңгейде болса, яғни зинаға түсіп қаупің жоқ, сенің өзінің нәпсін өзің ұстай аласың деген секілді. Осы жағдайда жасың келіп тұр, үйлену керексің сүннетті орындау үшін. Өйткені пайғамбарымыз менің сүннетін тәрк еткен бізден емес, кемел мұсылман емес деген. Сүннетіл муаккада үйлену, бекітілген сүннет. Енді екінші үкімі қалай? Арам болады үйлену. Қашан арам болады? Егер де әйеліңе зұлымдық көрсетуге нақты көзің жетіп тұрса. Мінезің жаман, мінезі ит мінезді адам мысал ретінде. Десем деп қолын көтеріп қоя береді, өзін біледі жақсы. Яке болмаса асырай алмайды, бір күнді тамағын тауып бере алмайды. Өз басына әрең алып. Өз басында әрең алып жүреді, немесе жүре алмауы да мүмкін. Бұндай еркекке үйлену арам. Неге? Өйткені сен адамға зұлымдық жасайсың. Ал ислам зұлымдық жасаудан қайтарады, тосады, алдын алып қояды. Үйленбе дейді. Екінші үкім болады, ол макрух тахрима, күнәға жақын болған макрух болады. Яғни зиян беріп қоямын ау деген ой бар, бірақ нақты емес. Бұл жағдайда үйленбейсің сен. Не істейсің? Өзің тәрбиеле бірінші. Өзіңмен күрес бірінші. Сосын бар үйленесің деген секілді. Енді бұл сол бірінші әйелге үйлену ретінде үкім ғой енді. Екінші әйелге де үйлену дәл осындай болады. Түсіндің ба? Қалай? Егер де сен бірінші әйеліңді асырай алмай тұрсаң, бағып қаға алмай тұрсаң, баспанасымен қамтамасыз ете алмайсың, нәпақасымен қамтамасыз ете алмайсың, қамтамасыз еткеніңмен де тапқаның осы бірінші отбасыңнан артылмайды. Мысалы, екінші отбасынан алсаң, ол тағы да ол бірінші отбасынан мысалы үшін айына қанша шығын кетеді? 400-500 мың кете ме? Дәл сол шығын мына екінші отбасыға да кетеді. Пәтері бар, квартира жалдап тұратын болсаң деген секілді. Ол тағысын тағы босанғаннан кейін, туғаннан кейін тағы бір нәрселер шығады деген секілді. Ал сен бұл нәрсеге қауқарсың, жағдайың жетпейді. Үйлену саған арам болады, екінші әйел алу бұл жағдайда. Бұл жағдайда саған тоқал алу арам болады. Неге? Өйткені сен ананы зиян беріп қоясың. Және де бізде әділ емессің. Және де бізде екінші әйел алуың бірінші әйеліңмен ажырасуға себеп болмау керек. Қоғамның оң практикасынан өтіп жатқан жоқ қазір. Бұрын қазақ қоғамында болса да. Бұрын қазақ қоғамында бар. Біздің кезінде батырларды алып барасаң да оны спискісін тізсең, кете береді. Қоғам ол практикада, ол заман практикасында оң нәтиже берген шығар. Ал бірақ қазір біздің заманда оң нәтиже бермей жатыр. Оның қасында кәдімгідей иманды деген адамдардың өзі екінші әйел алып, оны ажырасып кетіп жатқандары жетеді мысалы. Жеңіл-желпі қарап жатыр. Сондай адамдар ажырасып кетіп жатқан кезде, ол қарапайым адам, ол тоқал алып ажырасып кету ол әп-сәтте-ақ. Ал енді қара, жағдай келеді, асырай алады. Бірінші әйеліне де әділдік көрсете алады, екінші әйел алса да оған әділдік көрсете алады, физикалық жағынан да мықты, материал жағынан да мықты, мысалы ретінде. Бұл жағдайда екінші әйел алам дейтін болатын болса, мен шариғи үкім не істеймін, бұрмалап әйелдерге жағушы мен енді үкімді бұрмаламаймын ғой. Бұл жағдайда үйленуге болады бұған. Әйел адам қарсы шықса, қарсылығы алынбайды. Бұндай жағдайда. Яғни қазір қоғамда тарап кеткен. Екінші әйел алу үшін бірінші әйелінің разылығы керек деген. Разылық керек емес. Сен асырай ала ма?
екінші әйелін де асырай ала ма толықтай, бүкіл жағын қамтамасыз ете ала ма? Шариғат рұқсат еткен бұл бірақ нәрсеге. ешкімге айтпай жасырып алушы ұстаз. Адамдардан жасырған әйелін адамдардан жасыратын болатын болса, ол Алланың алдында жауапкершілікті ала алады деп өте қиын. Өте қиын. Егер де бір қыз келіншекке келіп ұсыныс тастайтын болатын болса, мен екінші әйелім бар, бірақ та бәрі жасырын болсын. Ешкім білмесін. Көп жағдайда өтірік те екеуміз жасырып болсын деп, сенің әке шешең де білмесін, менің де әке шешем білмейді, бірінші әйелім де білмейді. Мен тек сол түнін өткізу үшін барам. Босаған кезінде нәпақаңды беріп барам деген секілді. Егер де осындай ұсыныс тастаса, оны отказ беріңіздер. Ондай еркекпен ажырасып кету ықтималдығы өте жоғары. Өте жоғары. Сосын анау азаннан кешке дейін отырып алып, мен тоқал аламын деп отыра беретін де болады да. Әйелінің миын жеп мысал ретінде. Бұндай еркекті тоқал алмайды деп қорықпай қойыңыздар. Азаннан кешке дейін мен тоқал аламын деп беретіндей, тоқал ала алмайды көп жағдайда. Тоқал алатын еркектердің өзі жағдайы бөлек болады. Сондықтан да тоқ өтері қорытындылайық. Бұл да практикадан өткен ғой сонда, қорытындылайық. Екінші әйелді бірінші әйеліңді асырай алмайтын болатын болсаң, немесе асырай аласың, бірақ екінші отбасына қаражатың болмаса, бақпа қалатындай, үйлену саған арам болады. Әдемі. Ұстаз, әділдік тұрғысынан қалай? Жаңа ұстаз айтты, әділ болу керек деген. Осы әділдік тұрғысынан қалай болады? Қалай әділдік көрсету керек? Енді әділдік тұрғысынан ол махаббат жағындағы мәселені айтып жатқан жоқ, жүректің, иә? Енді ол жүрек деген кезде махаббат жағын деген сөз біреуін жек көріп, біреуін жақсы көру деген сөз емес. Оны айтып жатқан жоқ. Олай болатын болса, ол да зұлымдық қалып барады аяғы. Бұл жердегі шариғаттың қойып берген әділдігі мына бірінші әйелін қамтамасыз етеді ғой, нәпақасымен қамтамасыз ететін болса, екінші әйелін де тура сол нәпақамен қамтамасыз ету керек. Мынаны үй жабдығымен қамтамасыз ететін болса, мынаны да сондай деңгейде қамтамасыз ету керек. Одан кейін күндерін мынаған бірінші әйел екен деп оған 3 күн сол бірінші әйелімен болып, мынада 1 күн болатын болса, бұл әділетсіздік деген сөз. Күндері де теңдей бөліну керек. Нәпақаталары да теңдей бөліну керек. Мынаған мынандай киім алып беретін болса, екінші әйеліне де дәл сондай нәрседе, енді сондай көлемде алып беру керек. Мынаны тек қана біреуін ғана қыдыртады. Немесе біреуімен ғана жаңағыдай тамақ алып береді, біреуіне ғана жағдайын жасайды, екіншісіне мән бермейтін болса, немесе керісінше, бұл да әділетсіздік болады. Осы жағынан барлық жағы моральный да, материальный да толығымен дайын болу керек қой. Сондай бар ғой, мынаған қызыл көйлек алып берсең, мынаған да қызыл көйлек алып беру керек деген сияқты. Мынаған шарт емес қой. Егер де сен бірінші әйеліңе гүлі бар киім алып берсең, гүлі бар, мындай. Ұш бит қойған гүлі бар киім алып беретін болсаң, екінші әйеліңе де дәл сондай гүлі бар киім алып беру керексің. Егер де ондай гүлі бар киім болмаса, оны заказ бересің. Күтесің. Сосын барып, сол әйеліңе алып беруге міндеттісің деп ойлайтындар бар қоғамда. Ұнамаса. Қарбыз алса, соны сантиметрмен өлшеп, қақ ортасынан бөліп алып беру керек. Жоқ, әділдік ондай емес. Әділдіктен самасы жасайсың жаңа. Аш қалдырмайсың, нәпақасын бересің. Мынау да нәпақасын алып болды. Ал көлемінде, сипатында әділдік жүрмейді. Мына кісінің бірінші әйелі мысал ретінде қауын ұнатуы мүмкін де, екіншісі қауын ұнатпауы мүмкін. Луи Виттонның сағатын ұнатуы мүмкін, анау ұнатпауы мүмкін деген секілді да. Түсін бе? Иә. Солай. Әділдік солай. Яғни, әділдік осылай түсініледі. Бірінші күн бөлуден тура мында қандай күн бөлсең, мында да сондай шам уақытында болу керексің ғой. Енді ол әр отбасы жалпы әр отбасы әртүрлі. Біз айттық, тәжірибені әкеп, біз біреудің тәжірибесін екінші отбасыға тәжірибе жасауға болмайды. Мысалға, пәленше деген адам бар. Бұл таза екі әйелі бар, еркектері қатысы бар қоғамда. Оған біз шариғат қалай баға, олар да бүйтіп отыра бермейді. Бірінші әйелі разы шығар оны. Қазір қоғамда андай да. Бірінші әйелі разы. Екінші әйел ала берсін. Көніп тұр, нормально. Семья өмір сүреді, бірақ мына жақтан келеді, оны істейді. Бірінші әйел ол разы болып тұрса да ішінде жылап жатыр. Жоқ нәрсені ана келіп телейді. Жоқ, нормально өмір сүріп жатыр. Не істейсің сені талқылап? Біреудің отбасына араласып, не істейсің? Олардың таңдауы солай. Өмір сүреді өзі, таңдап тұр сол нәрсені. Екі тарапта. Не істейсің сен оны? Ажырат, мақсатың ажырату ма сонда деген секілді да. Біреу барып ол насихаттап, сөйтіп ажыратып жіберсе бір жөн екен. Немесе сондайға соған себеп болады. Солай өмір сүріп жатқан екі әйелі бар адамдарға біз үкім айтып жатырмыз. Олар деген адам ғой, енді олар үкім беру керек, әділдік не деген секілді білу керек.
бірақ қоғам практикасы иә жаңа әділдік мәселесінде жалпы тағы да айта кететін нәрсе, әркімнің отбасы әртүрлі болады. Біреудің отбасына әкеліп бір екінші отбасыға тәжірибе жасау ол дұрыс емес. Немесе мынандай отбасы өмір сүріп жатыр екен, біз де сөйтіп өмір сүреміз деген сияқты. Мынау әйеліне солай қарайды екен. Қазіргі көп қателіктердің бірі осы ғой. Мынау сөйтіп әйел істейді екен, немесе жаңағы шығып айтады ғой, сен бүйтіп айту керек, осындай нәрсеге тек қана қағидаттармен өмір сүреді. Сол қағидаттар болмай қалатын болса, ары қарай оның шешетін парасаттылығы, хикметтігі жоқ та еркек адамда. Еркек адам, үйленетін адам, бірінші әйелі үйлене ма, екінші әйелі үйлене ма, оның бойында хикмет болу керек. Басқаратын саясаты болу керек, ол өзіне тән. Тек біреуді ғана естіп, сонымен ғана жүретін болса, ол көпке бармайды негізі. Ол тәжірибеден мейлі 1000 жерден өтетін болса да, біреудің тәжірибесі екіншісіге жарамайды. Кез келген адамда, ер адам ғой, өткен біз басқа подкаст, басқа алдында кеше айттық, тізгін неде болу керек дейді. Ер адамда басқару солда болғаннан кейін, әркімнің басқаруы әртүрлі, әр адамның саясаты әртүрлі, хикметі әртүрлі. Енді мынандай болуы мүмкін. Бірінші отбасы екінші отбасыға қарамаймыз дедік қой. Бірінші отбасының әйелі разы болуы мүмкін. Өзі сөйтіп айтуы мүмкін. Мен ғылыммен айналысам, маған көбірек уақыт бер, немесе маған жаңағыдай 2 күн маған көңіл бөлсең жеткілікті, мен мынандай істермен шұғылданып керек, 4 күн өзім қалам деген сияқты айтатын болса, шариғат тұрғысынан оған рұқсат етеді. Біреумен онда 4 күн болады, анаумен қанша күн болады? 3 күн деген сияқты, 2 күн деген сияқты. Ақысынан бас тартса. Өзінің ақысынан бас тартса, өзі разы болатын болса, онда шариғат оны нетпейді. Ал әділетсіздік деген сөз керісіншесі, осының керісіншесін істеу. Мындай да. Аз енді қоғамда әйелдерге оңаша ұнамайды ғой, мүлдем. Ұнамайды. Ол түсінуге болады әйелдерді. Сен ойлашы қара. Ол бірге шаңырақ құрдыңдар. Неке түйін түйдіңдер да, ыстығына суына да шыдап келдің, өмір сүріп келдің да, қанша қиындықтан өттің. Сөйтіп келесің да, енді жағдайың жақсы болды деген кезде тарс етіп екінші әйел аласың. Ол балға айтқанда екінші әйел дайын өмірге тап болып отыр да, мысалы үшін. Қиындықтан өмірге еңсерген жоқ. И әйел адам соны естиді, қабылдағысы келмейді. Қалай бұл дейді. Бөліскісі келмейді былай айтқанда. Енді қалама в основном әр отбасы әртүрлі. Көп еркектер мейлі ол дін жолын ұстансын, дін жолын ұстанбасын, ол екінші әйел алу деген ойында бар оның. Намаз оқымайтындар, діннен алыстар, әйелін айтпастан жезөкшелерге барып жүре береді. Талай инфекцияны жұқтырады. Бәрі емес әрине. Бәрі емес әрине, көк топырақ шашпайды, бар ондайлар. Бар, қоғамда бар. Иә, әйелін айтпай жасырын жүре береді деген секілді. Ал енді дін ұстанатын адам болғаннан кейін оны жасай алмайды ғой енді. Шариғи жолмен жасағысы келеді да. Сондықтан да тағы да осыған қоса айтып кетейін, асын сызып айтып кетейін, ол екінші әйелдікке шақыру деген нәрсе болып қалмасын. Мен өзім ұстанымымда, жеке өзім ұстанымда, маған келіп біреу не сұраса, кеңес сұраса, екінші әйел алсам бола ма? Сұрайтын да көп, дайректен толып қалған, жетеді. Ашсаң да. Оларға мен былай деп айтам. Егер де сенің әйелің, қазір әйелің, бүкіл ақыңды беріп тұрса, отбасында үй шаруасын жасап отыр, төсектегі ақың бәрін беріп отыр, мысал ретінде да, сені ыстығыңа шыдап, суығыңа шыдап, барлығын үлден-бүлдеген істеп отыр, айтқанда қарап отыр сен, қабағын қарап отыр. Осындай болатын болса, екінші әйел алғаннан қарағанда, сол екінші әйел кетеді шығында бірінші әйеліңе сал одан да. Фигурасын 90-60 қыл. Егер де 3-4 баламен жаңағыда несеп қалса, мысал ретінде да, кішкене қажып қалса деген секілді. Сөйтті сол әйелмен өмір сүр. Босқа шашырамай. Босқа шашырамай. Алла тағала бекер айтып тұрған жоқ. Әділ қыла алмасаңдар, біреумен шектеліңдер деген сөз Алла бекер айтқан жоқ. Көп еркек әділ бола алмайды. Бұны дін жолында жүрген адамның өзі, білімі бар адамның өзінің әділдік қылу өте қиын. Түсін ба? Ал қарапайым адам айтпақ қой керек. Енді жаңа сіз сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, көп әйелдерге бұл нәрсе ұнамайды, үйленер алдында мынандай қылып шарттасатындар бар. Мен саған күйеуге шығамын, бірақ екінші әйел алмайсың деп шарттасатындар бар да. Ондай шарт жасау дұрыс па? Жалпы енді шариғатта ол харам болады деген нәрсе емес. Өз еркі ғой әйелдің, шарт жасай ма, жасамай ма. Бірақ енді оның шешімі бар да. Қалай шарт жасайды? Мысалға, мен бірінші әйел алмайсың деп шарт қою мүмкін. Сол себепті
оның бірнеше көрінісі бар. Біреу айтуы мүмкін, бір әйел айтуы мүмкін. Бірінші әйел алмайсың, сол үшін мен саған мәһірімді, жаңа қалың малымды аз қылам деген сияқты келісуі мүмкін. Мысалы миллион болатын болса, қазір 2 миллион болатын болса, 500 мың деп айтуы мүмкін. Егер сен сөзінде тұрмайтын болсаң, онда сен 1 миллион деген сияқты. Ол сөзінде тұрмайтын болса, егер ер адам, ол неке бұзылады деген сөз емес. Егер сөйтіп соның өзінде де екінші әйел алатын болса, онда 1 миллион беруге тура келеді. Жаңағы егер сондай келісім болатын болса. Ал екінші жалпылама айтты, сондай шарт қойды, мен саған осындай үйленем, екінші әйел алмайсың деп, бірінші екінші әйел алатын болса, оның айтқан сөзі лағу болады енді. Бұл жара нетпейді. Неке сол үшін алған үшін неке бұзылып кетпейді. Жақсы. Сосын андай нәрсе да. Былай ойлайтындар бар, подкастты көріп отыр, анау үзінділер кетеді бұның, қиылып алып. Сөйтті ана кейбіреулерге хайп керек. Контент тақырып таппай отыр. Не істесем бұл, кім түсірсем екен. Кімді қараласам болады. Сөйтіп, мына төрт көз Данияр шықты, мына нәрсені тоқал жайлайық, подкастын көрейік дейді. Подкаст тыңдайды да, жаңа сөздерімді естіп алды ғой енді. Енді күйеуің бәрібір де былай левел жолмен әйелдерге барады, инфекция жұқтырады, бүкіл жаңағыдай жағдайын жасап отыратын болатын болса деген секілді. Сонда не әйел деген ол не төсек ойыншығы ма сонда деген секілді нәрсені алып келіп контентін ұру мүмкін да жердеше. Соларға да астын сызып айтып кетейік. Одан кейін ақталу үшін бір рилс түсірмеу үшін ғой, осыны қиып саласыңдар да, сондай нәрсе шығып бара жатса. Мынандай мәселе. Мына жерде бір нәрсе ұшып жүр. Шығып. Егер күйеуің екінші әйел алып келетін болатын болса, мен онымен тұрмаймын дейтін болатын болсаң, тұрма. Сен ешкім істемейді. Зорлап қинамайды. Ажырасам, ажырас. Сен ешкім қинамайды. Мысал ретінде. Бұндай сөз айтып отқан адам бар ғой, ол күйеуінің екінші әйел алып шариғи үкімде қарап тұрған жоқ қой ол. Ал күйеуің екінші әйел алып келді ма, сонымен бірге тұрам деп жатыр ма? Жарайды, ажырасың келді ма, ажырасып кете бер, бітті. Сол. Біз бұл жерде үкім ретінде айтып жатыр. Үкім ретінде. Жақсы, түсінікті. Енді беташар мәселесі, жалпы дәстүрі қалай қаралады дінде? Бізде беташар дәстүрі бар ғой енді. Сол дінде қалай қаралады? Рұқсат па, рұқсат емес па? Рұқсат емес дейтіндер топтар өте көп. Салафиттерге айтасың, ваххабиттерге. Беташар өйткені не істеледі? Келін сәлем салады. Келіннің сәлем салуы ширк емес. Ширктен Аллаға серік қосу. Не өйткені ширк болу үшін, Аллаға серік қосу болу үшін жерде құлшылық болу керек біріншіден. Бұл жерде құлшылық жасаған жоқ. Ол құрмет көрсетесіз. Әр ұлтта амандасу тәсілі әртүрлі. Ниетінің өзі басқа ғой. Былай амандасады біреу, былай амандасады деген секілді. Кішкене иіледі, жапондар қатты иіледі деген секілді мысалы. Бұл келіннің сәлем салу ширк емес. Демек беташар жасауда әбестік бар ма? Әбестік жоқ. Шариғатта. Түсінікті. Енді әдет ғұрыпқа тасталынатын нәрсе ғой. Мәһір деп қалдыңыздар ғой енді, мәһірді қайтарып алынды, мәһір осындай миллион деп. Жалпы қалың мал мен мәһір. Жалпы айта кетейік, ол ешқандай әбестігі жоқ. Оны Аллаға серік қосу емес. Ол жаңа атаның есіне немесе сол әулетке ол сәлем салып жатқан кезде оған құлшылық жасап жатқан жоқ қой. Ниет ол емес. Сол біздің әдет ғұрыптағы нәрсе. Енді ол шариғатқа сай беташар болуы мүмкін, шариғатқа томпақ беташар болуы мүмкін. Осы жағынан енді қарастыруға болады. Әр той әртүрлі болуы мүмкін ол жағы. Жақсы. Енді бәрі дұрыс берді. Қалың мал мен мәһір екеуі бір деп айтуға келе ма? 2024-те ма? 2025-те ма? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мәһірге қалың малға қатысты пәтуа шығарды. 2025 болу керек, қателеспесем. Сол кезде ана бақ өкілдері негізі әлеуметтік желіде информация таратылған бақ өкілдері. Журналистің негізгі мақсаты халықтың арасында резонанс тудыру емес пе? Халыққа сенімді мағлұмат жеткізуді. Бұрмалау емес оны. Бараған журналистерге де хайп керек, охват, рейтинг көтеру керек та. Не деп шығарды бақ өкілдері? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мәһірді алып тастады деді. Астын комменттерін көрсең, оларға дін ойыншық болды ғой, мәһір бар, қанша уақыттан бері мәһір болып келді, енді мәһір алып тастады, дінді ойыншық қылды ғой деген секілді. Дұрыстап оқыса түсінетін еді, иә? Негізі дұрыстап оқыған ғой, просто бұрмалап тұрды, әдейі. Бұл әдейі істелінеді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мәһірді алып тастаған жоқ. Кейбір өлкелерде қалың мал беріледі. Кейбір өлкелерде қалың мал берілмейді. Мысалы, сенде де Ақтөбеде не берілмейді? Қалың мал жоқ. Қалың мал жоқ. Батыс елдерінде, қалаларында.
Ал оңтүстікте қалың мал деген нәрсе бар. Енді осы қалың мал мәселесі біздің фиқх кітаптарымызда келген екен да. Ибн Абидин рахмаулла Руддул Мухтарим дегенде дустман деп келтіреді. Дустман деп келтіреді. Дустман деген не десе, қыздың артынан келетін жасау екен ғой. Осы қыздың артынан келетін жасау дустман мәһір бола ма, болмай ма деген мәселеде мұнақаша кетеді, талас кетеді ғалымдардың арасында. Хорезм бізге неге Мауараннахр өңіріне жақын ғой енді. Хорезмдерде бұл не болып есептеледі екен? Мәһір болып есептеледі екен да. Бастысы не болу керек бұл? Қыз бұның мәһір ретінде беріліп жатқандығын білу керек. Жаңа қалың малда. Сол кезде білсе ғана болды, мәһір түседі. Яғни қабылдау керек солай. Қабылдау керек. Яғни қалың мал сол кезде мәһір болып есептеледі. Ал егер де қыз жоқ, менің мәһірімді бөлек бересің, қалың мал ол дәстүрлік ұғым, дәстүрлік нәрсе, оны ата-анама бересің бөлек десе, қызға мәһірді беруге міндеттісің. Неге? Өйткені мәһірде үш нәрсенің ақысы бар. Біріншісі Алланың ақысы бар, екіншісі әкенің ақысы бар, яғни әулеттің ақысы бар, үшінші қыздың ақысы бар. Алланың ақысы және әулеттің ақысы некеден кейін түседі. Некеден кейін түседі. Яғни неке қиып болғаннан кейін неке мәжілісінде мәһір аталу керек міндетті түрде. Ең азы 425 грамм алтын. Мәһір. Маған дым керек емес деп айтуға болмайды. Болмайды, оны қазір тоқталамыз. 425 грамм алтын. Осы айтылу керек, немесе одан көп көлемі. Айтылмаса болмайды. Неге? Өйткені бұл жерде Алланың ақысы бар. Алла тағала сендерге парыз еткен нәрсені біз білдік дейді. И және оның көлемін пайғамбарымыздың хадисімен бекіттік біз. Шариғат міндетті тұр. Yani Алланың ақысын Алланың өзі кешіріп түсірмейінше адам пенде түсіре алмайды оны. Сол үшін неке мәжілісінде айтылады, неке қиылып болғаннан кейін барып тақсыр маған мәһірімді бермей қойыңыз, мен бас тарттым, мықты еркек екенсіз деді, мысалы ше. Бар ма айтатын да, жоқ шығар негізі. Сөйтсе болды. Құқығын түсірсе болады. Сөйтсе бұл жағдайда Алланың да ақысы түседі, әулеттің де ақысы түседі. Түсінбі? Қыздың да ақысы түседі болды. Иә. Бұл енді нәфи қылуға болады. Болмайды керісінше. Өйткені нәфи деген сөз шариғаттың үкімі ғой бұл. Аз мөлшерін айтып кетіңізші. Махрдың 4-те 25 грамм. 4-те 25 грамм шамамен қанша болады ол? 425 грамм енді алтынның орташа пробасын аласыңдар. Сонымен көбейтіп жібересіз. $200 жетер жетпесен. Шамамен бір 120 мыңдай болып қалады. Ең аз мөлшер осындай. $200 болатын шығар. Яғни егер де қыз бала осы 4-те 25 грамм алтынның көлемінен аз сұраса не болады? Автомат түрде 425 грамм. Сол берілу керек. Бәрібір 425 берілу керек. Аз болса да 425-ке көтеріледі. Бұл ең азы. Ең азы осынша берілу керек. Ең көбінде ешқандай. Ең көбі 5 миллион деген. Ең көбі шек жоқ. Одан кейін жаңағыдай өзі белгілейтін бар. Бұл да 425 граммнан жоғары болу керек. Мүмкін ол 1 миллион деп айтуы мүмкін, немесе сағат деуі мүмкін. Шегі жоқ, немесе көлік деуі мүмкін, өзі біледі. Иә, шегі жоқ. Осы көлік сұрап атады, интернетте. Енді жаңа айтып кетейік, жаңа нафи дедік қой, иә. Шариғатта оны не істеуге болмайды? Жоққа шығаруға болмайды бұл мәһәрді. Бұны нәфи деп айтамыз ғой енді. Бірақ енді жаңа некеден кейін өзінің құқығы болды ғой. Одан кейін барып өзінің құқығын түсіруге болады. Оны исқат деп айтамыз да. Неке алынғаннан кейін келісілді. Жаңа 425 граммға келісті. Немесе біреуі көлік сұрады, біреуі жаңағыда ақша сұрады деген сияқты, біреуі үй сұрады. Осы нәрселерді келіскеннен кейін өзінің хақысын толық неке біткеннен кейін өзінің хақысын түсіре алады. Одан кейін жаңағыдай бізде қалың малды некеге жатқызғандар бар дедік. Иә? Мәһірге жатқызғандар бар дедік. Оның жаңа Ибн Абидинде басқа көптеген кітаптарда келеді. Көбінесе түріктер деп келеді, дұрыс па? Біз түрік халқына жатамыз ғой біз. Бұның өзі әдет ғұрыпқа байланысты берілген фәтуалар. Хауаризм. Бізде ондай фәтуалар өте көп. Жерлеу рәсім байланысты кітаптарда келеді. Өйткені сендер, мысалы, бұхаралықтар, мысалға, Шам мемлекетінде, немесе Ирақ мемлекетінде айтылған фәтуаларға қарсы шығады. Қарсы шыққанда жайдан жай қарсы шықпайды ол. Бізде әдет ғұрып осындай қағида, ол дәлел алып келеді, қағида алып келеді да, сөйтіп сол басым көзқарасты жоғары қояды. Солай фәтуа береді деген сөз. Бұны кім беріп жатыр? Жайдан жай адам емес. Жаңағыдай құзыреттілігі бар адамдар, біздегі діни басқарма деген сияқты үлкен ғұлама ғалымдар. Сөйтіп айтады, бізде жерде айтады кейбір фәтуаларда. Өйткені жаңағыдай көп мәйіттің біраз сақталып қалатын кездері болады ғой.
бір күн екі күн кешігіп қалатын кездер. Енді қазіргі кезде ондай жоқ шығар. Бұрынғы кездер айтып жатыр, андай өте суық жерлерде жерді қазу қиын дейді. Сол себепті де нетуге болады деп жаңағыдай фәтуа берген болады. Немесе осындай табытта табытпен жерлеген кезде неге темірге немесе пластмасс осындай нәрсеге салуға болмайды, бірақ осындай біздің жердің дұрыс болмауына байланысты салуға болады деп осы сияқты фәтуалар берілген. Соның бірі жаңа мәһір мәселесі, хаваризм. Шейх сол жағда хаваризмдегі үлкен ғұлама ғалымдар мәһірді неге жатқызған? Ғалым алды неге жатқызған? Мәһірге жатқызған. Онда үлкен қағидаларға, дәлелдерге сүйене отырып. Сол үшін әр фәтуа мәселесін өте нәзік мәселе ғой. Кез келген адам мынау болады, мынау болмайды деп айтуы дұрыс емес. Өзінің әһліне, өзінің нелеріне тастау керек. Иелеріне тастау керек. Солар шешет, әдет ғұрыпқа қарап отырып, қағидаларға қарап тағысын тағы. Енді келісіліп қойды ғой мәһір, кейін өзгертсе бола ма? Мәһірді өзгертуге болады. Мысалы үшін қазір сен айтып қалдың жаңа, үй сұрайды, көлік сұрайды деген секілді. Сол қыздардан сұрасаң не деп айтады? Ертең мен ажырасып кетуім мүмкін дейді, өзімде қалады дейді. Иә. Сен уже ниетің дұрыс емес. Ойы дұрыс емес. Сен қазірден бастап ниетің адам ажырасын деп тұрмысқа шықпайды ғой. Адам деген осы жерге мен тастай батып судай сіңем, осы жерді мен көгертем, өсем, өнем деп тұрмын. Ерді еркекті сөйтіп болу керек, еркек бір ғой, әдетте бір болады негізі. Жоқ, еркек адамды алған кезде осы мен не істеймін? Бір жастықта қартаям деген ниетте алу керек. Жаңа екінші әйеліне отырсың. Екіншісін алса да үшіншісін алса деген секілді. Енді сен о баста сен үйленіп жатқан кезде ниетің дұрыс емес та сенің. Пайғамбарымыз айтады, амалдар ниетке байланысты деп. Демек сен ниетің дұрыс емес пе, бүлінген ниет пе, оған шайтан міндетті түрде араласады. Сол үшін де пайғамбарымыздың хадисінде бар, мәһірі аз болған әйелді мақтаған. Аз болды деген 425 грамма жабысып қалды деген сөз емес. Жігіттің жағдайына қарай отыра мәһір сұра. Бастысы бақыттылықты ойлап жатыр, иә ол, иә. Жігіттер бар ғой, жігіттер мешітте отырады ғой. Нәски тесік өзің, шұлығы тесік. Ана қыз осындай пәлен грамм алтын немесе пәлен сол көрдім. Үй десе 100 грамм алтын дей ма? Хайпшын түсірген ғой. Двухкомнатный квартира деп сұрап жатады да. Ана жігіт не істейді? Иә дей береді. Иә дей береді. Неге? Өйткені лишь бы қызды алып алу керек та жерден. Алып кету керек. Одан кейін оны салмағын ойлап тұрған жоқ. Мәһірді болсын. Айттың ба, бересің, бітті ол. Уәде ол, ертең желкеңнен алады, құдай тағала бермесең. Сол үшін де қарау керек ол нәрсеге. Енді телефон деп айтты мысалы ретінде неке мәжілісінде. Неке қиылғаннан кейін бұны өзгертуге болады. iPhone 16 деп айтқан, неке қиылғаннан кейін 17 алып бер десек, екеуі келіссе 17 алып береді. Бұл өзгертуге болады деген сөз көндіру деген сөз емес. Иә, соны біліп, көндіру деген сөз ол әйел сөйтіп разы болатын болса, екі жақта сөйтіп разы болып, сөйтіп жаңағыдай жігіттің мысалға несін қарап, жағдайын қарап, біраз уақыт өткеннен кейін сен мынаны алып бере алмайсың ау деп жаны ашып, жаңағыдай азайтса, немесе мойнынан түсірсе, өз еркі әйелді. Сіз айттыңыз, ажырасып кетсем ертең деген сияқты. Үй айтып қойды, жігіт келісті. Ажырасып кетті. Ой, таста деп кетіп қалса бола ма? Ажырасып кеттік қой деп. Ажырасып кету беріле ме деп атқаным. Қазір бізде жігіттер ажырасқаннан кейін мәһір былай дұрыс, өзінің баласының алиментін бермей жатқан еркектер бар ғой. Былай алғанда. Ажырасқаннан кейін де мәһір мойнынан түспейді. Жаңа айтты ғой, Алланың ақысы бар деп. Алланың адамның ақысы бар айтты. Дұрыс па? Енді адам өзінің ақысын түсірмейінше ол түспейді сенің мойнынан. Кештім демейінше. Ажырасып кетсең де. Егер неке мәжілісінде үй деп айтты, шымылдыққа кірдіңдер бірге. Иә? Жыныс қатынасың болсын болмасын. Шымылдыққа бірге кіріп шықсаң болды. Бұған бізде жеке қалса хилуа сахиха дейді, яғни дұрыс болған оңаша қалу немесе шымылдырып айтқанда, өзінің қазақ тілімен айтқанда. Екеуі бірге төсекте бас қосуға кедергі болатын еш нәрсе болмау керек әлгі бөлмеде. Түсін ба? Жеңгелерді аңдып тұрмау керек, есікте не істейді екен деген секілді. Түсін ба? Сондай жерге егер кіріп шықты ма, сөйтті да жыныс қатынас болудан алдын конфликт болып қалды. Ана тойда сен анымен билеп қойдың, үйтіп қалдың деді, ашуланып талақ та жерді. Бос кетті, 3 талағын береді мысалы ретінде. Болды, үйде бересің. Үйде бересің. Ана ажырасып кетсең де мойнына түспейді. Өйткені шымылдыққа кірумен адамдардың ойында не қалды уже? Иә. Болды. Бірге болды деген нәрсе қалады. Түсін ба? Бұл жағдайда беріледі, мәһір толық беріледі.
Жақсы, әдемі ұстаз. Енді мынандай мәселе ғой. Жалпы Құран үйрету кейбір әдемілік үшін сұрап жататындар ғой да. Мен сенен дүние мүлік сұрамаймын. Маған Құран үйретсең болды. Сол менің мәһірім деп айтса, қалай болады ұстаз? Мәһірге не сұрауға болады? Адамдардың арасында мәл болған нәрсені сұрауға болады. Мутақауым. Мәл мутақауым, яғни құнды дүние саналатын нәрсені сұраса болады. И құнды дүние болып саналатын нәрсенің құндылығы, бағасы, жаңа айтқанда 425 грамм алтынға сай келу керек ең азы. Енді Құран курстарын алып қарайық қазір. Өз күйеуі Құраннан сабақ береді. Қазір енді Құран 500 мың Құран үйрететіндер бар ғой. Бұл шариғат тұрғысынан бұл нәрсе яғни арам шошқан етін жегенмен бірдей болмаған күннің өзінде де бұл ынсаптылыққа, мұсылманшылыққа жатпайды бұл. 500 мың теңгеге адам Құран үйрете ма? Иә. Өте үлкен айып нәрсе ғой бұл деген. ютубта толып тұр, мешітте тегін ақ үйретеді саған керек болса мысал ретінде. Бөлек мәселе енді ол. Рекламасына алданып қалады. И ол дайын сабақтар жіберіп қояды, онымен бірге жүрмеуі де мүмкін, анау Құранды үйренбейді соңында көбісі қалып қояды. Бұл нәрседе де құпталмайды. Енді үйренгеннің өзінде де ынсаптылық керек дейді. Ынсаптылық керек үйренгенің өзі 500 мың теңге деген не деген сұмдық ол құрсын. Сонда қалай сен пайғамбар емессің ғой, сен жәбірейлісің бе әлде сен? Жәбірейіл секілді келіп үйретесің бе мысалы үшін сен? 500 мың теңге, 1 миллион теңгедей алатындай мысал ретінде. Осыны шығаршы рилс қылып. Болды ма? Енді қара, не айтып отқаным мен саған? Күйеуі Құраннан сабақ береді. Курсының құны мысалы үшін 100 мың теңге, яғни 425 грамм алтын құнына келеді мысал ретінде. Осыны мәһір қылып жатқызуға болады. Құранды ақыға үйретуге бола ма бізде? Болады. Иә? Құндылығы алтын 425-ке сәйкес келіп тұр ма? Болады. Ал егер былай деп айтса, маған не бер, мен бақытты қылсаң болды, орамал бер деген секілді нәрсе жүрмейді. Өйткені ол құнсыз 425. Нақтылап алу керек, 425 граммға жетпейді. Иә, бұл енді жалпы талас бар негізі. Бұл мәселеде жалпы Құран үйретуге бола ма, болмай ма, бірақ дұрысы болады. Муатаматы, басым көзқарасы Бахрда да, Ибн Абидинде де, басқа да кітаптарда осыны ражих қылған да, осыны басым көзқарас деп неткен, Құран үйретсе болады деген. Ал қарсы шыққандардың да олардың да дәлелдері бар. Құранды үйретуді мәһірге жатқызбаймыз деген. Шурумбуляли болсын, тағы Мақдиси болатын болсын, Мақдиси солай деген ба? Мақдиси солай деген. Қарсы шыққан. Осы сияқты бір емес бірнеше кітаптарда келеді. Неге? Өйткені ол ары қарай ол үйленгеннен кейін бұл нәрсеге мән бермей қоюы мүмкін дейді да. Ол жұмыспен, немен шұғылданып кетіп, ана тәкәсүрі болады да. Ерінет, әне үйретем, мені өзінің әйелі болғаннан кейін келіспей қалуы мүмкін. Бір-екі нәрсе үйреніп атып, бір сабақ өткеннен кейін ұрысып қалып, сол сабақты өткісі келмей қалуы мүмкін. Тағы осы нәрселерге алып баратын жолдар көп дейді да. Сол ау бастан одан да Құран емес, сол үшін Құранды үйретуді нетудің орнына ең оңай жолын таңдасын дейді. 10 грамм ба, жаңағыдай алтын алама, немесе жаңағы 4-тен 25 грамм ең азын алама, тағысын. Осы сияқты көп қой жалпы. Мәһірдің Құраннан басқа көп қой мәһірдің орнына жарайтын. Кез келген мал, шошқаның етінен басқа, өлікседен басқа, қаннан басқа, арақ, шараптан басқасын барлығы неге жарай береді? Мәһірге жарайды. Осындай нәрсені бекітіп алған абзал негізі. Абзал тұрғысынан қарайтын болсақ. Ал үкім жағынан қарайтын болсақ болады. Енді ұстаз мынандай бір істеп қойса осылай. Иә, солай істейтін болса, ол дұрыс емес деп айтпаймыз. Дұрыс, онда үйрет дейсің. Негізі шынында да айтып отқан нәрсе, самос айтып отқан нәрсе, әйел адам өзінің күйеуінен сабақ алу өте қиын. Өте қиын, иә. Мен өзім енді ғұламалар айтып отыр ғой. Сабақ беріп жатқан ұстаз ретінде айтайын мен ше, өзің әйелің қиын ғой сабақ алу ше. Өте қиын. Неге? Өйткені алдыңғы шәкірттер сенің толықтай хәліңді көрмеген. Иә. Ал әйелің сен толықтай хәліңді көреді да ол. Қай кезде сен жалқаулығын ұстап қалады, қай не істейді, бәрін біледі, прекрасно. Деп қой отыра береді. Сен біреуге бір іздеп отырсың, сен білеміз ғой деген секілді. Қиын да сабақ алу. Сол үшін де самос айтқан дұрыс негізі. Яғни күйеулеріңізге маған Құран үйретсін деген секілді нәрсені сұрамай қойған дұрыс. Неге? Өйткені ала алмауы мүмкін да. Ал басқа Құран курсы алып берсін десе проблема жоқ. Мынандай сұрақ ұстаз, жаңа сіз айттыңыз ғой не деп,
басы алып алу деген секілді нәрсені, жігіттің қызды қалай да болса, сондай нәрсенің бірі бедеулік бар жігітте мәселен. Сондай айыбы болса, міндетті түрде айту керек па, жоқ әлде жасырып қалып үйленіп кетсе бола бере ма? Әрине айту керек, ол міндетті түрде айту керек. Кез келген айып болатын болса, ол кейін нететін болса, оған разы болмайды ол. Тауардың өзінің айыбын айтасың ғой. Сол тауардың өзі, мысалға сен бір тауарды сатып алатын болсаң, кейін айыбын көрсең, қайтарып бере аласың. Некеде сондай. В общем, айтқан нәрсе ғой. Күйеуің егер де айыбы шығып қалды да, төсекке жарамай қалды, белсіз болып қалды, мамасына апарып бересің ғой. Жарамай қалды. Некесін бұза алады деген сөз ғой жалпы. Некесін бұза алады. Егер сөйтіп әдейі уақыт беріледі, иә, саған. Иә, уақыт беріледі. Жалпы оның үкімдері бар. Кейін алда мүмкін тоқталатын шығармыз. Жалпыламай емделуге ма? Емделу болсын, жаңа басқа да айыптар болатын болсын, уақыт беріледі. Бірақ некеде әу бастан айту керек. Ол бедеу болатын болса, Құдай сақтасын, осындай менің айыбым бар. Немесе менің денсаулығымда осындай айып бар. Жасырып қалатын болса, ол күнәһар болады. Дұрыс емес. Жаңағыдай жолдарға алып барады. Сол үшін егер ол әйел адам келісіп тұратын болса, жарайды, бедеулік болатын болса да тием деген сияқты. Осындай айым болатын болса, ол өзінің ақысы, өз еркі. Мынандай мәселе. Осы жерде айтып кетейін. Алып алды ғой енді, мәһірге үй сұрады. Иә. Мысал ретінде. Сөйтті де шымылдыққа кірді. Еркегін белсіз тапты. Андай не істей алмайды яғни. Қауқар жоқ. Жақындай алмай, қауқарсыз болып қалды. Бұндай жағдайда мәһір беріле ме, берілмей ме? Әйелге беріледі мәһір. Неге? Өйткені оны салламат нәфсәһә дейді да. Әйел өзін тапсырып, міне, кел, пайдалан деп тұр. Әйел еркек не істей алмай тұр, пайдалана алмай тұр да. Ол әйелдің кінәсі жоқ. Әйелдің кінәсі жоқ. Сондықтан бұл жағдайда мәһір не істейді? Толықтай алады. Егер осындай жағдайда тап болып қалса деп қойма. Толықтай алады. Бедеулік пен әлсіздік екі бөлек, просто мен қосып айтып тұрмын. Толықтай алады. Одан кейін жаңа емделуіне уақыт беріледі. Соның өзінде де ода жаңағыдай жазылмайтын ауру болатын болса, емделмейтін болса, онда әйелдің несі бар? Өз еркі. Чекапта талап етуге бола ма сонда сөз? Үйленудің алдын мен бір өткізіп аламын. Мен неге соны айтамын, мен сұрақ жауапты да айтамын ғой. Қыз жігіттер неден алдын өткен дұрыс тексерістен. Өткен білмейсің ғой сен. Бір ВИЧ болуы мүмкін жігіт. Рак болуы мүмкін деген секілді да. Тұрмыстан шықты, тұрмыстан қайтты деген атақты ол дұрыс емес қызға. Таңба болып қалады мысалы ретінде да. Басқалар түсінгенмен, өзің жақындан түсінгенмен басқалар түсінбейді. Сондықтан да алдын ала неге тексерістен өтіп алған дұрыс. Бір рет, полный басында, бас аяғынан. Ажырасқан әйел алса бола ма? Ажырасқан әйел алуға бола ма деген мәселеге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі пример үлгі. Пайғамбарымыз ең бірінші әйелі кім болды? Хадиша анамыз тұрмыстан қайтқан еді. Тұрмыстан қайтқан еді ол кісі. Болады ол. Енді айтуы мүмкін, пайғамбарымызға пайғамбарлық берілмей тұрған кез үйленді ғой. Бұл афал жибеллия секілді пайғамбарлыққа дейінгі амалдар сияқты болып кетпей ме ол? Шариғат келгеннен кейін бар пайғамбар шариғатты не істеді ғой, жеткізді ғой деген секілді. Шариғат келгеннен кейін де пайғамбарымыз қайтармаған. Адам жалпы өзінің бақыты кімге, адам өзінің бақыты кімде жасырылғандығын білмейді. Иә? Сен талай еркектерді білемін мен. Қыздай алып, пәктей алып, одан ажырасып, ұрыс керіс болып, басқа болды деген секілді тыныштық таппай. Ажырасқан әйел алып, тыныштық тапқан еркектерді білемін мен өзім, мысалы ретінде. Сода болуы мүмкін, жасырынып жатқан болуы мүмкін да. Сол үшін ол ажырасқан әйелді айып көріп, ісін айып санап, ол дұрыс емес. Жалпы сұрақтың өзі негізі дұрыс емес қой. Сұрақтың өзі бола ма, болмай ма деген ол дұрыс емес та. Ол әйел қандай әйел болатын болса да, басы бос, күйеуі жоқ мысалы. Әйтеуір қазір ол ажырасқан болсын, ажыраспаған болсын, оның баласы болсын, енді әйел адам ғой. Оған үйленуге болады. Енді бұл ер адамның өз еркінде, және әйел адамның да өз еркінде. Бастысы үйлене ма, үйленбей ма, немесе жаңағыдай жасы үлкен ба, кіші ма деген сияқты олардың өз еркіне таңдау өз еріктеріне тасталынады, сөйтіп үйленеді. Егер қалап жатсын болса, үйленсе ешқандай әбестігі жоқ. Алды ғой ажырасқан әйелді. Бетіне баспау керек. Сен ажырасқансың, байдан қайтқансың, байыңды ойлап жатсың ба, бұрынғы күйеуіңді ойлап жатсың ба, бұрынғы күйеуіңмен салыстырып жатсың ба деген секілді. Жоқ. Егер сен өзіңе сенімсізсің ба, бетіне болашақта басам деген нәрсеге,
жолама. Жаңа зұлымдық мәселесі ғой бұл да. Иә, жолама алма. Неге? Өйткені сен әйелге зұлымдық жасап қоясың. Оған да оңай емес. Бір күйеуден шығып, екінші күйеуге шығып, екінші күйеуден қайтып кетті деген ата оған да абырой алып келмейді. Сол үшін де алдың ба тәуекелге бардың, өте үлкен тәуекел болды. Сен егер бұрын үйленбеген болсаң, ал егер бұрын үйленген болсаң, өзіңде ажырасқан болатын болсаң, бетіне басуыңның өзі айып саған. Сонда не, әйел адам тұрмыстан ажырап келсе, оған айып та, еркек қатыннан ажырап келіп басқа біреуді алса, оған сонда айып емес па сонда? Деген секілді. Сондықтан да екі жақта бірдей қарау екі жақта да бірдей қарау керек. Енді жалпы біз айтқандай некеде айтылды ғой, некенің үйлену, жаңа біреуге парыз болады, кейде парыз болады, біреуге сүннет болады, кейде уәжіп болады деген сияқты, кейде оған харам болады дедік. Сол нәрселерді қарастырылады. Адам өзі біледі. Мысалы, кейде оған неке үйлену біз сүннет, бекітілген сүннет дедік қой, кейде оған парыз болады, дұрыс па? Біз ол мүмкін емес, жаңағыдай күнәға барып қоя береді, нете алмайды, өзін ұстай алмайды, қаражат та бәрі жеткіліп тұр, онда оған үйленуге міндет болады. Кейде үйленбеу, жаңағыдай айтқандай, үйленбеу оған парыз болады да. Үйленсе оған харам кездер болады. Жаңағыдай залым жасап қоятын болса, зұлымдық жасап қоятын болса, үйленсе жаңағыдай өз-өзін ұстай алмайтын адам болатын болса, тағысын тағы болатын болса, оған да үйленбеген дұрыс. Жеке баспен жалғыз басты өтуі оған өзі үшін абзал, ақырет үшін абзал. Жалпы біздің тарихқа үңілетін болсақ та, қарайтын болсақ, байдан қайтқан демек қойса, құрсын қоғамның сөзі жатталып қалды құлағымызға уже. Тұрмыстан қайтқан қыз некесіз жүрмеген көп жағдайда. Оны бірден жаңағыдай әмеңгерлікпен беретін болған, яки болмаса бірден тұрмысқа шығып кететін болған да. Неге? Шариғатта осыны айтады да, егер әйел адам ұзақ уақыт күйеусіз, тұрмыссыз жүретін болатын болса, бұл бүлікке себеп болады. Еркекте де сондай. Сәйкесінше. Яғни әйел адам махал шахуа дейді да, шахуаттың орны ол. Еркекті өзіне тартады. Сол үшін де әйел жалғыз басты болып жүруі құпталмайды шариғат тұрғыдан да. Ажырасты ма, ажырасқаннан кейін де сәл уақыттан кейін басқа біреуге тұрмысқа шыққан дұрыс. Әйтпесе ол басқа нәрсемен қажеттілігін өтеп қоюы мүмкін. Өзін жоғалтып қоюы мүмкін дейсіз ғой. Әйел әрқашан тіреуге мұқтаж ғой, қалама. Вот тіреуге мұқтаж екенін қашан білінеді, білесің ба? Әйелдің қамқоршыға мұқтаж екендігі 30 жас, 20 жаста білінбейді. 40-қа келгеннен кейін, 50-ге келгеннен кейін, оны мен өмір сүріп тастаған адам ретінде айтқан жоқпын. 50-ді еңсеріп, жаңағы ел ағасы болған ретінде емес, енді жасымызды 32-33-ге келіп, бірақ сондай үлкен жастағы апаларымыздың, апа дегенде батыста апа деп айтады жастарды, 40 жастарды, келген сұрақтарынан да қиналады екен. 40-тан былай асқаннан кейін ол керек, бір әйел әлсірейді. Енді сіз мынандай сұрақ, жалпы жаңа сіздердің сөздеріңізден ажырасқан не болмаса, күйеу болмаса үйленуге болады дедіңіз. Енді атастырылып қойған қыз болса, немесе ұсыныс жасалып қойған қыз болса, осыған енді басы бос қой негізі оның. Осыған жаңа басқа жігіт келіп ұсыныс жасаса бола ма? Бізде сырға салып қою деп айтады ғой, сырға салып қою мүмкін. Өзбектер нон тишлатиш деп қояды. Нон сындырыш, құлағаны тишлатиш деп қояды. Немесе ата-анасы келісті, немесе сөйтіп, осы сияқты келісім шарт бар. Уәделесу ғой былай. Ол неке емес, бірақ уәделесті. Уәделесіп қоятын болса, екінші тарап тағы да келіп жаңағы қызға сөз салу, бұл дұрыс емес. Макрух, яғни харамға жақын, енді харам істердің бірінен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадис бар. Бауырының жасаған хитпаның үстінен хитпа жасауға болмайды, немесе сауда жасап атсың, оның үстіне тағы да келіп сауда жасауға болмайды. Өйткені уәделесіп қойды. Уәделесу деген сөз болашақта үйленеді деген сөз. Жақын арада үйленеді деген сөз. Екі жақ жаймен не істеп жатыр? Келісіп жатыр. Ата-аналары келісіп жатыр, сырғасын салып жатыр. Бұл іске сенің араласуың харам болады. Дұрыс емес. Анық қанығын біліп алу керек. Егер болды, ол алмайтын болса, кейін барып қолын сұраса, ол бір жөн екен. Қазір бізде мынандай ғой, екі досың бір қызға ғашық болып қалды, уағдаласты, сөз байласып жүр, үй ішінің бәрін келісіп қойған, мысалы үшін да. Сөйтіп ана досының көзі түседі ғой қызға. Сөйтіп досың сыртынан сөйлесіп кетеді. Міне осы іс арам. Самасы соны айтады. Ол дос емес. Хитпа деген осы. Ол сенің досың емес, ол досыңда жүрген адам. Қыздарда, жігіттерде де мынандай нәрсе бар енді. Мен
енді жерде жатқан жігіт емеспін, жерде жатқан қыз емеспін. 3-4-еумен сөйлесіп көрейін. Ішінен біреуін таңдап алам деу қаншалықты дұрыс? Қыз да жігіт та. Вариант ретінде сөйлесу дейсің ғой. Бұл жайлы біз рилста айтқанбыз, талай жерде айттық қой енді. Подкастта да айтасылар енді. Жалпы адамның жүрегі ол аманат. Жүрекке кімнің назары түседі? Алланың назары түседі. Алла тағала адамның денесіне, киіміне қарамайды. Адам жүрегіне қарайды. Жүрек дегенде жүрек деген не ғой? Мағнауи дейді да, ол мағнауи нәрсе ғой, көзге көріп қолға ұсталмайды ол. Біздегі мынау сезім ғой, мына жердегі не емес анау. Қан, жүректің ішінде қан айналады ғой, оған етке қарап тұрған жоқ Алла тағала. Сезім айтқанда, жүректегі сезім. Соған назар түседі Алла тағаланың, иә. Енді Алланың назары түсетін жерге қиянат жасау өте үлкен күнәлардың бірі. Жігіт сенімен сөйлесіп жүр. Сені алам деп үміттеніп жүр. Үй ішіне айтып қойған. Ал сен бір уақытта тағы бір жігітпен сөйлесіп жүрсің мына жақта, қыз мысалы ретінде. Бұл шариғатта арам. Өз кезегінде бұл жігітке де қатысты. Қызды үміттендіріп қойдың сен. Қыздың да жүрегі саған аманат енді. Қиянат жасауға болмайды. Үй ішіне айтып қойған ол да. Сен мектан сол бір уақытта басқа қызбен сөйлесіп жүрсің. Бұл нәрсе шариғатта арам. Кәдімгі категорически нельзя болмайды бұл істеуге. Жаңағы қызды немесе адамды алдағанмен Алланы алдай алмайды. Алланың алдында. Сен ана қыздың немесе жігіттің бағын байлап тұрсың сен бұл жерде. Енді қалай жасайсың енді сен? Ухажер ретінде пайдаланады ғой көп жігіт, көп қыздар. Көп қыздар ухажер ретінде пайдаланады. Ухажер ретінде жігітті байлану шариғатта арам. Және де жігіттерде ол хитпа кезінде некелеспей тұрып, қызға шашылып төгілуге болмайды. Қымбат сыйлық берме. Мысалы ретінде. Енді не істейсің сен? Мына қызды ұнатпадың ба? Көрдің, хитпаға шықтың. Тартпай тұр, жүрегің дір еткен жоқ, кешегі подкаст айтқандай. Не істеген жоқ. Сонымен босат болды. Яғни жібер, жарайды деп. Сосын басқа қыз іздейсің. Сәйкесінше қыз да солай. Шашылып қойдым мен ше хитпа кезінде. Телефон алып бердім, не істедім, сөйтсем қыз тағы екіншімен сөйлеп жүр екен. Бүкіл берген сыйлықты қайтар деп айта аламын ба? Таматсыз. Шашылып қойдым ба? Шашылып қойдым уже. Қарату үшін біразын беріп тастадым. Сөйтсем ұнамай қалды, енді қайтарып берейін. Біз айттық енді хитпа жаңа некелеспей тұрып сыйлық бермейді ғой негізі. Сыйлық жаңағы көбісі жаңағыдай қымбат нәрселер, айфон беріп жатуы мүмкін, үйіне жаңағы пәленбай сыйлық жіберуі мүмкін. Енді сен сыйлық мейлі сөйтіп болып қойғанның өзінде қандай жағдай болатын болсын, сенің неге келмеу керек жаңағы. Мен осынша бердім, осынша неттім. 300 теңгемді аудар жер дейтіндер бар ғой. 300 теңгенің қызына хитпа кезінде 300 теңгеге таксиге төлеп жүрген басқа ғой. 300 теңгесін сұрап жатқан жігіт бар ғой. Ол таза жымот жігіт та ше. 300 теңгені сұрамақ қойшы. Неше түрлі адам бар. 1000 теңге болса да. Жалпы 1000 теңге болса да. Мейлі 300 ба, 300 бола ма, немесе 1000 теңге, 1 теңге берсең де, 1 теңге айтса. 1 миллион берсең де, сенің ертең қандай жағдай болып қалса жүрегіңе нетпеу керек жаңағыдай. Жүрегіңе тимеу керек, ойыңа да келмеу керек ол нәрсе. Қайтарып мен андай беріп едім, маған не үшін келіспеді? Мынанша мен ақша беріп едім, неге маған қайтарып бермеді? Немесе жаңағыдай болмады, жараспады. Бір жүрегі жаңа сен айтпақшы дір етпеді. Одан кейін ол қайтарып маған ақша бер дейтін болса, ол ер адам емес ол. Қандай адам? Ез адам. Ол хадистерде келеді. Жалпы сен бір нәрсе бердің ба біреуге, ол хадия ғой. Хадияны қайтып маған бер, қайтарып бер деп айтатын болсаң, өзінің жаңағыдай ит құсып тастап қайтадан жейді ғой соңында. Енді бұл мысал ретінде айтылып жатқан нәрсе, сондай жиіркенішті нәрсе. Бұл ер адамға тіпті ол әйел адам айтса бір жүн екен. Ер адамға мүлде жараспайтын нәрсе. Есіміз қойды ма? 300 теңге сұраған жігіттен құсығын жеп алған секілді көз алдым елестеп отыр. Осында 300 теңге сұрамақ қойса болады құсығын жегенше. Шариғатта бар, жаңағы сыйлық беріп қайту жолдары, үкімдері бар. Разы болу керек. Оның жалпы үкімдері бар, көп. Оның үкімдеріне кірмей ақ қояйық. Бірақ сондай дегенмен сөйтіп істеп жатқан ер адамды сондай істейтін болса, ол өте дұрыс емес. Өте бір андай өкінішті нәрсе. Ал егер де мәһірді беріп қойған болатын болса, алдын ала өзі қайтарып алады. Мысалы үшін айфонды алды да, алдын ала мәһірімді беріп қойған болатын болса, бізде мәһір екеу бөлінеді. Муаджал деген секілді. Мәһір не үшін беріп жатыр ол? Сонымен өмір сүру үшін. Мәһірді беріп қойды и үйленбейтін болып қалды. Мәһір қайтарылады. Ал сыйлық қайтарылмайды. Сыйлықты қайтару үшін қыз разы болу керек, және сыйлық болу керек сөйтеді. Айфонды алып інісіне подарить етіп жіберді. Немесе сатып жіберді. Жоқ, сыйлық жоқ орында. Енді ол сыйлықты қайтарып ала алмайсың болды. Қыз разы болып тұрса да. Түсінікті. Сол үшін жігіттер сыйлықтың үкімдерін деген кезде айтуға болады. Егжей-тегжейлі. Шашылмаңдар. Уақытынан бұрын. Уақытынан бұрын шашылмаңдар.
сол жігіттер үйленгеннен кейін әйеліне дәл ондай сыйлық бермейді ғой. Бермейді. Беретіндер де бар шығар енді, бірақ аз. Үйленгеннен кейін өзгеріп кеттің. Беріп жатқанда мақсаты дұрыс емес та, ниеті дұрыс емес та. Енді қызды ақшамен емес, өзің ер мінезділігімен, жігіттілігімен, жауапкершілігің бар тұлға ретінде жүрегін жаулау керексің ғой. Жалпы енді біздің қоғамда қазір енді үйленуге дейінгі мәселелерді көбінесе айтып жатырмық қой. Біз үйленгеннен кейінгі мәселелерді бұйырса 3-ші подкастта талқылайтын боламыз. Осы үйленгенге дейінгі мәселелердің бірі қоғамда көбінесе қызды осы менің болашақ жарым ба, мынау менің болашақ күйеуім ба деп исихара намазы оқылады. Исихара намазының практикасы көбінесе осы үйленейін деп жүргендер оқиды да. Сол енді қаншалық дұрыс, сол қалай деген секілді мәселе. Жалпы истихара не үшін оқылады? Алладан көмек ретінде, көмек сұрау намазы ғой айтқанда. Яғни шешімін таба алмай тұрсын, мынау маған хайырлы ма, хайырлы емес па деген секілді. Сол мақсатта истихара намазы оқылады. Истихара намазы, сосын былай түсініп қалмау керек. Истихара намазы менің осы таңдауымды толықтай шешіп бере алады, таңдап бере алады. Немесе маған осы адамның хайырлы немесе хайырсыз екендігін истихара шешеді деген сенім де, үкім де жоқ. Бұл белгі әркімге әртүрлі. Келуі де мүмкін Құдай тарапынан, келмеуі де мүмкін. Келсе де сенің тағдырың, келмесе де сенің тағдырың. Ол нәрсе. Алладан жауап келмесе. Енді истихара нақты нақты шешіліп қойған нәрсеге оқылмайды. 2-3 топ тұрған нәрсеге оқылады. Мысалы, бір қызды көрдің, осы маған хайыр ма, хайырсыз ба деген секілді. 2 ракат намаз оқып аласың. Арнайы сүреде жоқ ғой. Нақтыланған, яғни осыны оқу керек деген нақты сүре жоқ. Жеңіл қылып 2 сүре оқисың, ұйықтайсың, ләжі барынша құптаннан кейін. Белгі келуі мүмкін, немесе келмеуі де мүмкін. Енді көп адамдар, көп жігіттер болсын, қыздар болсын, истихараның жауабын жүре береді ғой. Яғни оған бір түсіне бір түс көріну керек, немесе жаңағыдай бір біреу келіп сыбырлап айтып кету керек құлағына деген секілді. Истихараның белгілері бар ғой енді. Соны жүре береді. Жоқ. Егер истихара оқығаннан кейін де сенің көңілің соған бұрып тұрған болса, әлі де бисмилля, қара, сен критерийіңе сәйкес келетін қыз ба? Иманды, тақуалы, үй шаруашылығына пысық, мысалы ретінде де, десе демейді. Бір көргенде өзі мәлім болады ғой қыз енді. Сондай қыз ба? Жүрегің сол әуелгі истихара оқудан алдыңғыдай болып тұр ма? Бисмилля, тәуекелде үйлен. Жігітке де қызға да қатысты. Жүріп алуға болмайды. Келмеуі де мүмкін ол нәрсе. Бекерге басқа бір біліп кетеді. Жақсы. Енді бұл жақсылықты созудың қажеті жоқ деген сөз ғой енді. Көңілінен шығып тұрма, әке-шешең бәрі, қыздың әке-шешесі разы деген сияқты. Ары қарай созудың қажеті жоқ, бисмилля деп үйленген дұрыс. Одан да жақсысын табам, одан да жақсы кездеседі дей беру ол тазға жолығады. Дұрыс емес жалпы. Енді менің өзімнің жеке мысалы достарымның арасында, өзімде де мысалы сондай нәрселер, сезіммен үйленген дұрыс па, ақылмен ба? Себебі мынандай нәрсе болады. Енді бір достарым айтады, мысалы, мына қыз жолығып отыр, маған мүлде ұнамайды дейді. Бірақ енді жақсы қыз дейді. Мінезі де жақсы, несі де жақсы. Ақылмен әйел болатын қыз екенін түсініп тұрмын дейді. Бірақ ешқандай ішімде сезім жоқ дейді. Осы қаншалықты дұрыс? Ақылмен еркек әрқашан ақылмен үкім шығару керек. Бірақ сезім қатар жүру керек. Маңызды. Маңызды ол. Не үшін маңызды? Бұндай сен айтқан оқиғаны мен өзім көзіммен көргенмін. Бір жігіт солай үйленеді. Түрі тартымды емес өзіне, айтқанда. Жүрегі де дір етпейді, мысалы үшін. Сөйтті, бірақ пысық дейді кәдімгідей. Үй шаруасына пысық, тағысын тағы деген секілді. Сөйтіп сол жігіт 2 жылға жетер-жетпес ажырасып кетті. Ажырасу себебі басқа әйел алам деген. Әйел алу себебі төсек мәселесінде барғысы келмейді, тағысын тағы деген секілді. Сөйтіп ажырасып кетті. Себеп не болып тұр бұл жерде? Дұрыс, енді ол хайуани бір нәпсі болуы мүмкін деп тұжырымдап алуы мүмкін, бірақ жігіттің өзінің аузынан шыққан нәрсе, мен баста өзім енді сезімге мән берместен былай ала салған екем. Әйел болады қыз деген секілді нәрсемен. Осындай нәрсеге ұрынып қалмас үшін міндетті түрде симпатия болу керек.
оны сен қасыңа алып жатасың ғой сен ертең оны. Қанша Құдай 60 жыл 70 жыл өмір берсе, қасында жатады ғой сенің бірге. Қасында енді симпатия болмаған, байқанда кішкене еркекке жақын біреу жатса да ыңғайсыз ғой саған енді. Дұрыс па? Енді сол еркекке жақын қыз, кемсітіп жатқан жоқпын мен оны. Әркім көзіне, ай көріне көзіне дейді. Басқа біреуге ұнауы мүмкін да ол. Түсініп тұрсың ба? Саған ұнамай тұр о баста. Сөйтіп оны алып қасыңа алып келіп ертең оны. Кейін ол маңызды болып тұр ғой. Кейін сезім ашылып кетеді. Болмайды ол нәрсе, дұрыс емес. Кейін махаббат болады. Пайғамбарымыз уақыт өте келеді деп алдап, өзін алдап, жаңағыдай асығыстық танытуға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдыңғы неде подкаст айттық қой біз. Хитбада мақсаты не? Танысу емес. Оның симпатия бар ма жоқ па? Ұнай ма ұнамай ма? Соны білу үшін шығамыз хитбаға дедік қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Бір сахаба келеді, аңсарлы сахаба келеді да, Аллах сенсін мен үйлендім дейді. Оны көрдің бе деген кезде, жоқ мен көрмедім дейді. Үйленіп жатырмын дейді, үйленіп жатырмын дейді. Сол кезде фазхаб фанзур илайха дейді. Бар да оған қара дейді. Бұл жерде енді қараудан мақсат не? Яғни ұнай ма ұнамай ма соны көру. Ұнады, кішкене тартынды, болады не істеуге? Үйлене берді тәуекел. Қыз балада, ұл балада, иә? Хитбада сұқтанып бастан аяқ деген сөзім ғой, енді қарауға бола ма сіз қызға? Бізде шахуатың оянатын болатын болса, тіпті орамалда қыз бар, орамалда қыз жүр. Шахуатың оянатын болатын болса, орамалда қыздың бетіне де қарауға болмайды. Ал дәл осы үкім түседі хитба кезінде. Шахуатың оянат деген сенде қорқыныш болса да, қыздың жүзіне қарауға болады. Үйлену мақсатында. Қыз да дәл солай. Неге сен үйлену мақсатында қарабассың оған сен? Қарамай бүйтіп тұрып үйленіп кетсең болмай барған кезде алдында бір еркекке жақын біреу тұр, немесе жаңағы басқа бір қобжық маймылға жақын бір жігіт тұр деген секілді, мысалы сондай болып қалуы мүмкін. Негізі бастан аяқ қарау мәселесі бар ғой. Хитба кезінде еркек әйелге қарауы, яғни маңыздырақ па, әлде әйелдің еркекке қарауы маңыздырақ па деген мәселеде Шейх Салах Абдул-Хадж айтады, ұстазымыз. Әйел еркекке қараған маңыздырақ дейді. Яғни дұрыстап қарап ал дейді. Еркекке ше, ертең сенде ертең таңдау болмайды. Сенде ертең таңдау болмайды. Сол үшін дұрыстап қарап ал. Маймылдан сәл әдем болса болды, ол пәленше екен, білімі бар екен, шетелде пәлен оқып келген екен, түген оқып келген екен деген нәрсеге алданып қалма. Қара, кішкене әдемілеу болсын деген секілді ғой. Қазір кішкене әдем болды деген жігіт үйленгеннен кейін ол өзіне қарамауы мүмкін да, қарны шығып басылып, одан бетер кетіп қалуы мүмкін да. Көбіне. Соған ориентир ала бересіңдер ғой қыздар. 10 жылдан кейін примерно нормально болып қалады. Жақсы. Яғни ажырасу құқы ер адамда болғасын, хитба әйел адам үшін маңыздырақ. Екеуі де қарайды ғой жалпы. Әйел де, ер адамда не істейді? Жүзіне қарайды, ұнатса, ары қарай бисмилля деп некесін қияды. Бұл дегеніміз енді жаңағыдай әурет жерлеріне қарайды деген сөз емес. Неке деген кейбіреулер дұрыс емес түсініп қалуы мүмкін ғой. Орамалсыз көруге болады, немесе суретіңді орамалсыз жібер деген сияқты. Құдай сақтасын, ондай нәрсе дұрыс емес. Тек қана жүзі. Енді осыны айта кетейік та, солай алып қойғанда енді о жігіттерге де не істемеген ғой. Деп ше, нәрселерін түсіп кетпесін ол жігіттер. Пайғамбар не деп айтады? Әйеліңде егерде бір несін көрсең, жаман түсін көретін болатын болсаң, саған ұнамайтын түсін, оған сабыр ет. Алла тағала саған 1000 хаярды беріп қоюы мүмкін дейді да. Аятты, Ниса сүресінде аятта да жалпы келеді. Енді түрі ұнамай, өзің таңдау, өзің қателігің ғой, кінәлі емес қой қыз енді. Сабыр етесің. Көнесің. Мүмкін Алла тағала басқа жағынан бір саған жүрегіңді ашып қояды. Жалпы хадистерде келгендей, кімге бер дейді? Қыз баланы тақуасына бер дейді ғой. Тақуалығына бер дейді. Сымбатты не емес. Ең бірінші тақуалығы. Неге? Өйткені ол тақуа адам. Енді тақуа деген сөз Алладан қорқатын адам. Аяттарда келгенде иннама акрамакум индаллахи атқакум. Шейхпен жүрген адам ол тақуа деген. Тақуалық. Амалы да бар, ілімі де бар, соған сай амалы да бар. Алладан қорқатын адам. Егер ол сол әйелін, жарын ұнатпай қалатын болса, немесе жек көріп керектігінің өзінде де оған ешқашан не істемейді дейді, зұлымдық жасамайды. Машалла. Енді қазақта ұстаз мынандай нәрсе көп айтады, тең теңмен, тезек қабымен деп. Осы некеде теңдік қаншалықты маңызды?
осы жөнінде айтып өтсеңіздер. Жалпы қыздың бай болуы, жігіттің кедей болуы немесе керісінше енді теңдік әртүрлі жағынан қаралады ғой енді. Иә. Сол осы нәрсе қаншалықты үйленер алдын қарау керек болған нәрсе. Иә, бұл Сол туралы айтып өте маңызды. Бізде де бекер айтылмаған ғой, тең теңімен тезек қабымен деп. Әсіресе ер адамға қаралады бұл. Әйел адамға сәйкес келе ма, келмей ма? Әйел адамға бірдей дәрежеде немесе одан жоғары дәрежеде болу керек. Жалпы енді теңдікті айтып жатырмық қой біз. Мысалға оның ең бірінші айта кететін нәрсе оның тегіне қаралады. Тектілігіне қаралады. Одан кейін жаңа мұсылман ба ол? Одан кейін мал дүниесі бар ма? Сөйтіп кете береді ары қарай. Қандай жұмыс істейді деген сияқты. Әйел адамның маңызды ол. Өте маңызды. Егер ол өте тегі жағынан да, мал дүние жағынан да әйел адамнан төмен болатын болса, бір күні болмасын, бір күні неге алып келеді ол? Түсінбеушілікке алып келеді. Немесе әйел оған менсінбей қарауы мүмкін. Ал керісінше болатын болса, ол ешқандай әсер етпейді. Мысалға, ер адам өте жоғары, бай, тектілігі жағынан да, бәр жағынан жоғары болып тұр. Әйел адам одан жаңағыдай төмен болатын болса, немесе төмен отбасынан шығатын болса да, ол әсер етпейді, керісінше. Яғни жігіт әйелге сәйкес болу керек. Сәйкес болу керек. Немесе одан жоғары болу керек. Ал бірақ төмен болатын болса, бірақ келісіп тұратын болса, разы болатын болса, ода әбестігі жоқ. Әйел адам келісіп тұр, мейлі жағдайы төмен жігіт. Бұл әйел адам бай жақтан шыққан, анау кедей отбасынан істеп жатқан ісі де өте жаңағыдай қатты көп табыс таппайды деген сияқты. Әйел адам өзі разы болатын болса, онда болады. Неге дұрыс? Дұрыс. Ал сөйтіп үйленіп кететін болса, онда уәлилері не істей алады? Қарсы қалады. Өйткені тең-теңмен емес. Өйткені бұл кафа деген, теңдік деген мәселе таза әйелдің және де әулетінің ақысы. Мысалы, мынандай мәселе. Қыз бизнес леди. Иә. Карьера қуған, бай әулеттен шыққан. 4 дипломы бар. 4 дипломы бар. Ал жігіт есе базарда арба итереді. Мысалы, бұл жерде не емес? Арба итеретін түсіру емес. Бұл жерде тең-теңімен болсын деген мәселе. Құндылық тұрғысынан бәрі бірдей Алланың құзырында, бәрі бірдей. Енді қыз арба итеретін жігітті мысалы үшін не істеді? Ұнатып қалды. Сөйтіп әкесіне айтады. Әкесі қарсы шықса, шариғатта бұл күнәһар болмайды. Әкесі. Өйткені теңдік деген нәрсе бұл әулеттің ақысы. Даже некеге қарсы бола алады, қазының алдына дейін бірге бара алады. Сондықтан өзбектер айтады ғой, көрпенге қарап аяғын озат дейді өзбектер. Көрпенге қарап аяғын соз дейді. Ол миллионердің қызын қанша асылсаң да, бір күн мойның ауырып, өзің құлайсың. Сол үшін де әркім өз теңімен үйленген дұрыс қой. Бір тең ақысынан басарса, саған сөз қандай бола береді, проблема жоқ. Енді уағыздардан естіп жатамыз, ұстаз, жаңағы былай деп айтқанда, өзіңнен білімді қыз алма деп. Осы қаншалықты дұрыс? Өзіңнен білімді қыз алма? Иә. Дұрыс айтады. Өзіңнен білімді қыз алсаң, ертең басыңа бәле болады. Яғни айтамыз ғой. Теңмен емес десе. Әйел адам, ер адам үнемі кез келген жақтан әйел адамнан бір сат жоғары тұру керек. Барлық жағынан. Дүние жағынан болсын, денсаулық жағынан болсын, мысалы ретінде. Тағы не? Білім жағынан болсын, бір сат жоғары тұру керек. Өйткені тізгінді кімге берілген? Басқару тізгінін еркекке берілген. Барлық жағынан әйел адамның бір сат жоғары тұрған дұрыс. Білім де дәл солай. Әйелің мысалы үшін 10 пара Құран жаттап тастаған. Енді білім бізге Құран жаттау есептелмейді. Өйткені Құран бұл білім емес. Құран бұл білім емес. Тек сонымен өлшенбейді. Құран ілімін үйрену бұл білім. Мысалы, толық 30 пара Құран жаттаған адам білімді ма? Әлде фихтан бір кітапты атидо бітірген адам білімді ма? Мынау адам білімді. Ал қайсысы абзал екендігін Алла біледі. Құран жаттаумен ілім өлшенбейді. Мысалы үшін әйелің фихтан ішіп тастаған, мықты ақидан бәрін ішіп тастаған, сен өзің білмей тұрсаң, ол біз кезегінде бір айып болып қалады еркекке. Енді бұл түсінбей қалмасын, жалпы ер адамнан әйел адам ілімді болса, немесе сөйтіп өмір сүріп жататын болса, ол әйел деген сөз өзі соған жетті талпынды. Өзі соған разы болды деген сөз. Жаңа жоғарыдағыдай куфу мәселесі ғой. Әйел адам бай, оның күйеуі не болып тұр?
сәл одан төмен немесе одан төмен жұмыс жасайтын болатын болса, әйел соған разы болатын болса, ода тұрған ештеңе жоқ. Жаңағыдай әйел адам ілімді болатын болса, анау сәл төмендеу болатын болса да, егер разы ма, жақсы өмір сүріп жатыр ма, бірақ талпыну өмір керек сүріп те жатыр. енді. Бірақ енді ер адамды ары қарай ілім алуға, одан сәл асып түсуге талпынғаны жақсы, сөйтіп жүре бермей. Андай да бермек. Енді біз алып тоқ етер айтатын болсақ, біреудің тәжірибесін біреуге нете алмаймыз. Қияс жаса алмаймыз. Мынандай мәселе да. Алла Тағала зейінді памятті әркімге әртүрлі берген ғой. Иә. Бізде медреседе бір жігіт болды. Анау деген кәдімгі ұзақ 5 сағат 6 сағат отырады. Нұқая ғой кезде, нұқаяны оқып отырады, бірақ ұстаздың алдына келген кезде біз енді өзіміздің памятімізге сеніп былай сәл жарты сағат 40 минут 1 сағаттай оқып аламыз да, ұстаз алдына кіріп тапсырған кезде біз анадан жоғары тапсырып кетеміз да. Алла Тағала памятті әркімге әртүрлі берген. Енді бір отбасында әйелге памятті мықты берген болуы мүмкін да, түсінікті қабілеті де жақсы да, ол үшін әйел кінәлі емес қой. Кінәлі емес, ал еркектің қабілеті төмендеу. Бұл жағдайда проблема емес. Ал еркектің қабілеті бола тұра, білімге талпынбау, дүние табуға мазмұншыл бола тұра, мүмкіндігі бола тұра, әйелден көп дүние табуға талпынбау, бұл айып. Осыны айтқым келгені. Енді бұл жерде әйел адам ілім алмасын, немесе жоғары болып кетсін деген емес. Иә, оны да айта көру керек. Керісінше ілім алғаны, ілімді болғаны, соған амал жасағандығы, нұр үстіне нұр, өйткені ол тек қана өзімен шектелмейді ғой. Ол отбасын үйретеді міндетті түрде, бала шағасын үйретеді. Баласын кім қарайды? Көбінесе әйелмен болады. 24 сағат былай айтқанда бала шаға әйелмен болғандықтан соны білгенін үйретеді. Дым білмесе де ол қалай тәрбие береді. Енді мынандай мәселе, ұстаз, енді қоғамда орын алып жатқан мәселелердің бірі, ұстазға да сұрақтардан қойып жатады. Дінді мүлде ұстанбайтын жігітке тұрмысқа шығу мәселесі қарындастарымыздың қалай болады? Бұл да дәл осы мәселеге айтады ғой. Дінді мүлдем ұстанбайтын жігітке. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, әйел адам өзінің күйеуін дінде болады дейді. Көп жағдайда сен еркекке ұқсап кетеді әйел адам. Көп жағдайда солай. Енді ұқсамайтындар да бар, әрине, бәрінің стандарт емес. Теңдік мәселесінде де тақуа қыз, тақуа емес қызға, яғни салих болмаған, салих емес болған жігітке тең емес болып саналады. Шариғи үкімде. Яғни уәлилер қарсы шығылады, әке шешесі қарсы шығуына болады. Сондықтан да намаз оқитын жігітке тұрмысқа шыққан дұрыс. Ал егер жоқ деп ақысынан бас тартып, яғни бұл жерде намаз оқымаған адам кәпір деген сөз емес. Құндылық жағынан бәрі де бірдей. Бірақ ертең арада түсініспеушілік, яғни адами құндылық жағынан, дейсің ба? Алланың құзырында. Ал бірақ мынау өмірдегі ұстанымда құндылықтарда екі түрлі ғой енді. Анау ішеді, шегеді, мысалы ретінде, мынау намаз оқиды, оразасын ұстайды. Ана келіп ақысын талап етуі мүмкін ораза кезінде деген секілді, мысалы ретінде. Күндіз. Қасында ішіп келген адам жатуы мүмкін, жиіркенесің, тағы басқа қыласың деген секілді. Осы нәрселерде конфликт болып, бұның өз кезегінде ажырасу қалып барады. Сол үшін де ләжі барынша сен өзің қандайсың, сондай деңгейдегі жігітке тұрмысқа шыққан дұрыс. Жоғарысын таңдау керек, есті болу керек қой жалпы. Әйелде оның уәлиі де ақшасына қызығып кетіп, ер адамның немесе сол әулеттің жаңағына мансабына қызығып кетіп беріп жіберіп жатқандар көп қой әйелде. Жап жақсы өзінің қызын тәрбиелеп отқан, тәрбиелі қызын, немесе намазхан қызын деген сияқты бере салуы мүмкін. Жарайды, некесі дұрыс болатын шығар, бірақ ол тең емес. Өйткені ол фасық. Оның ақшасына, мансабына қызығуға болмайды. Ертең ол сол қыз баланың өмірін не істейді? Өкінішке орай. Фасық дегенде самасоздан бір ойран қылуы мүмкін да. Ішкілік ішіп, арақ ішіп, зина жасап жүрген адамды айтады, фасық деп, ашық түрде. Өзін білдірмеуі мүмкін ол. Күнәсінен ұялмайды ол ше. Күнәсінен ұялмайды, мысалы ретінде. Бұл қазақ қоғамына да, қазақтың өзінің руханиятына да жат нәрсе бұл. Мысалы үшін да ішіп шегіп келіп зина жасап жүрген қазаққа қой дейік айтқан ғой кезінде де, дұрыс па? Бұл да дұрыс емес. Соны самасыз айтқан нәрсе осы, пасық деген мақсат. Ал егер бір жігіт намаз оқымайды өзі, бірақ бүкіл арам нәрседен бәрінен тыйылған да, мысалы түзу жүреді. Оны сен пасық деп айтпайсың. Намазға енді келуі мүмкін алдағы уақытта болды. Қыз енді осыған тұрмысқа шығайын деп отыр, анау өзінің ақысынан бас тартты ма, шыға берсін. Өз еркі. Енді тұрмысқа дейінгі нәрселерді айтып жатқанда мына мәселені де айта өту керек.
жас айырмашылығына шектеу бар ма? Мәселен, қыз жігіт 50-де, қыз 20-да, немесе керісінше қыз жасы үлкен, жігіттің жасы кішкентай. Мысалы, жігіт 25-те, қыз 40-та деген сияқты. Жас айырмашылығының шектеуі бар ма дінде? Шамасыз. Айта бер. Бізде ана бір жоқ қой ешқандай шектеулік. КВН-де тарап кеткен ба неде? Қызды берсең шалға бер, сақалымен ойнасын деген секілді. Мен өзім жеке ұстанымды айтайын бұл ол дұрыс емес мәселеге. нәрсе Құдай сақтасын. Шариғи үкімде проблема жоқ. Заңда да тыйым жоқ ол нәрсеге. Яғни заңда 50 жастағы еркек 20 жаста кәмелетке толған қызды ала алады. Бізде қазір қос стандартта. Шалға 50-дегі шал деп айтамыз ба, ел ағасы дейміз ба? Ел ағасы. Ел ағасы. Ел ағасына тұрмысқа шығады, бірақ бұл шетелдікі. Бұл норма. Шетелге шығады өйткені ол ақшасы көп оның. Қазақтан таппаған бақты шетелден табуы мүмкін деп қошеметтеп, керемет, жақсы істедің деп. Сен өзің қазағыңа тұрмысқа шықсай, өзің қазағыңды ойласай дегендерді жерге салады. Дәл осы нәрсені аласың да енді ана орын өзгертіп жібер. Ел ағасы қазақ болып кетті. Педофил дейді. Педофил, жас қызға құмар. Бұл 20-ға толып жүрген күп жүрген шығар, 18-ге толып жүрген күп жүрген шығар. Бұл оған ойы, осы 16, 17, 15-ге келген кезде сондай қыздарға құмартып жүрген адам болмақ. Бұның психикасы дұрыс емес деп жерін сен жаңа ғана сен машалла керемет деп мақтау қана ғой енді. Неге енді сен мына жақтағы датталасың енді? Қос стандарт болсын да, әлде қазақ болғандығы үшін, анау секілді бай болмағандығы үшін сен кінәлайсың ба сонда бұны? Ананы қошемет деген секілді, мынаны да қошеметте. Енді жеке мен өзім шариғатта проблема жоқ, үйлене беріңіз, заңда да солай. Бірақ өзім жеке мен ұстанымда келетін болсақ, мына бізде Иорданияда ахуа шахсия бар да, яғни некеге қатысты үкімде шариғаттан алынады ол жақта да. Сол жерде заңына енгізген. Өзінен 50 мен 20 мысал ретінде алуға болады. Бұндай некеге рұқсат бермеген дұрыс деген мәселені келтіреді. Мен қателеспесем, бұл макрух деген үкімді келтірген сол жерде. Мен өзім ұстанымда солай. Неге? Өйткені ертең сен алған кезде 50-дегі кісі мен 20-дағының екеуінің түсінігі екі түрлі. Біріншіден қызығушылығы да әртүрлі. Ойнап күле алмауы мүмкін деген секілді. Мысалы үшін ертең 10 жылдан кейін анау қартаяды, әлі жап-жас болып тұр. Ұстаныма келген кезде өзім құптамаймын бұл нәрсені. Шариғат рұқсат етеді. Самосыз вообще рұқсат етеді. Мен қатысым жоқ ол. Әркім өз таңдауы бар. Әркімнің өз таңдауы бар. Сөйтіп үйленіп бас қосып жатса неге үйлендің деп айтпаймын. Сіз ұлт мәселесін айтып қалдыңыз ғой. Ұлт мәселесінде өзге ұлт өкіліне шығу мәселесінде қандай проблема бар? Мен ұлтшыл емеспін, ұлтжанмын. Айтыңыз. Енді ол неге сұраққа жауап беретін болсақ, бізде басқа ұлтқа шығу ол қандай, ол мұсылман ба әлде мұсылман емес па? Осыған мән беруіміз керек. Біздегі қазақта жалпы әпкелеріміз болсын, қарындастарымыз болсын, ол нәрсеге қазірдің өзінде қоғамда мән беріліп жатқан жоқ. Ол Қытайға болсын, Еуропаға шығып жатыр. Мұсылман ба, мұсылман емес па қарап жатқан жоқ қой. Әйтеуір жақсы көрді, үйленді. Басы бай деген сияқты. Ол мұсылман болмайтын болса, ол дұрыс емес. Шариғатта тыйым салынады. Ал өзінің құқық заңы бойынша, өзінің еркі, өз еркі ғой енді адамның. Ал сен шариғатты сұрайтын болса, үкімі сұрайтын болса, ол арам болып есептелінеді. Дұрыс емес. Бұл біріншіден. Екіншіден, менің өз ойым, жеке өз ойым. Ол тек қазаққа ғана үйлену керек. Орыстан үйлену керек деген сияқты. Түрікпен үйлену керек. Бірең сараң адамдар бар шығар, басқа ұлтқа тиіп, бақытты болып кетіп жатқан. Бірақ көпшілігіне қарайтын болсақ, расымен одан шынымен сұрайтын болсақ, ол бақытсыз. Неге? Өйткені оның менталитеті келмейді. Әдет ғұрпы келмейді. Ол мынау басқа әлемде өмір сүрген, мынау басқа әлемде өмір сүрген. Мейлі сен қазақ болсаң да, басқа мысалы Малайзиядан болсын, немесе басқа Иорданиядан болсын, арабты алып келіп үйленетін болсаң, ол күннің бірнеше алғашқы күндері мүмкін шыдауы мүмкін, уақыт өте, ай өте, жыл өте, ол бәрібір елін сағынады. Балалық шағын сағынады, қайтқысы келеді, әке шешесін сағынады. Мына жерде сен оған пісіріп беріп жатқан тамақтар ұнамайды. Сен жақсы көрген нәрсені ол жақсы көрмейді.
сен былай оңға ойланатын болсаң, ол сол жақпен ойланады деген сияқты ғой. Ол мүлде келмейтін нәрсе. Сол үшін әркім өзінің ұлтынан алған дұрыс. Андай мәселе ғой, Дәуренбек. Сен үйленгенсің. Иә. Дұрыс па? Әйеліңді алып келдің. Конфликт болмады емес, болды. Үйленген 6 жыл болды ма? Арасында бол конфликт болады, дұрыс па? Не үшін конфликт болып жатыр арада? Не үшін түсініспеушілік болып жатыр? Өйткені ол бөлек отбасында тәрбиеленген. Сен бөлек отбасында тәрбиеленгенсің. Бірақ екеуің де қазақсыңдар да. Соның өзінде, Қазақ бола тұра, айырмашылығы анау бөлек отбасында, бөлек отбасыда. Бола тұра бір-бірімен түсінісе алмай жатыр да. Ал енді жерде екі әлем ғой айтқанда. Менталитеті мүлдем басқа. Басқа ұлт, мынау қанша жерден жақсы көрсе, Малайзия, мынау қазақ, орыс деген секілді мысалы ретінде. Өзбек, қырғыз болса болуы мүмкін, өйткені менталитеттері кішкене келе, бірақ оның өзі де өте қиын. Оның өзі де қиын. Сондықтан да мен айтамын, жаңа сөзім басында айттым, мен ұлтшыл емеспін, ұлтжанмын. Яғни өзім ұлтымды сүйемін мен. Қазағымды сүйемін. Қазағымның қара көз қызын өзге ұлтқа қиғым келмейді. Иә? Өзге ұлттан іздеген бақытты қазақтан да табуға болады. Бар, сол қызыққан, сол өзге ұлттың жігітіне қызығып тұрсың ғой, дәл сол сипаттағы жігіттер бар. Басысы кішкене сабыр ет, болды деген секілді. Ал егер мұсылман болып тұрса, шариғи үкімде келдіңіз, самасы айтқандай, арам емес, адал. Бірақ өзіңнің ұлтыңды ойлаған дұрыс. Біз бұлмен енді басқа ұлтты төмендету емес, жаңа Қытай болсын, орыс болсын. Әр ұлт өзінен алған дұрыс деп айтып отыр. Қазақ қазақтан алған дұрыс, түрік түріктен алған дұрыс, орыс орыстан алған дұрыс. Әркім өзінің ұлтынан, өзінің дінінен алатын болса, нұр үстіне нұр болар еді. Жақсы. Енді ұстаз, үйленген кезде жалпы осы бірге тұру мәселесі жайында болып жатады. Яғни үйленіп қойып, некелер қиып қойды, былайынша айтқанда. Бөлек тұрса бола ма? Кейін үйленеміз ғой деп бір некелерін қиып алды, бөлек тұр. Бастысы қыздың ата-анасы, жігіттің ата-анасы бәрі біледі, бұл некені хабардар. Бірақ енді қаражаттың тапшылығы, жоқшылығына байланысты екеуі уақытша бөлек тұрады. Немесе бөлек қалада тұрып тұр. Күйеуінің жұмысы бар басқа қалада деген секілді. Үйленгеннен неке қиылды ма, сендер ерлі зайыптылықсыңдар деп айтты ма имам? Болды, жауапкершілік міндетті түрде келеді болды. Әйел өзі міндетін істеу керек, еркек өзі міндетін жасау керек, болды. Ақылар бар, бір-біріне ақы болды. Енді осы ақынан бас тарту өздерінде. Жарайды, мен ақымнан бас тарттым, әйелдік ақымнан бас тарттым, но мен еркектік ақымнан бас тарттым, пока осылай, әзірге осылай бөлек тұра тұрайық десе, құқылар. Бірақ ерлі зайыптылар жырақта жүруі құпталмайды ше, негізі. Үкім тұрғысынан емес. Өйткені алыста болған сайын араға суықтық түседі. Алыстай бастайсың. Оны маған келетін сұрақтарынан білуге болады. Күйеуім мен тастап шетелге жұмысқа кетті, қайтпай жатыр. 6 жыл болды, 1 жыл болды деген секілді. Арамыз суып жатыр деген секілді да. Сондықтан да енді ол неке қиылған кезде Алла тағала ыстық махаббатты береді. Сол ыстық махаббатты сақтап өмір сүру керек қой. Екі жағы кетіп қалсаң, ол араға бір суықтық уақыт түсуі мүмкін. Ақша дүниеден де құнды, маңызды нәрселер отбасының бірі ғой енді. Ең байлық. Иә, үлкен байлық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда ең үлкен байлық ол не деген? Салихалы жар деген. Одан кейін жақсы машина. Салихалы жар деген. Енді сол нәрсені сен отбасыны ұстап қалу үшін әрдайым енді ол біраз уақыт бөлінсе ештеңе қылмас, енді 1 ай, 2 ай бір жұмыс уақытысымен, жұмыс бабымен кететін болса. Бірақ жаңағыдай бірге ол ақ некесін қиғаннан кейін екеуі екі жақта болуы, айлап, жылдап көрмеуі, ол өте дұрыс емес. Ол ертең ненің отбасының бұзылуына міндетті түрде алып барады. Екіншіден, екеуі де суып кетеді. Енді мынандай мәселе, бұл да жиі қойылады. Қанша жауап беріліп жатса да, құптамайды. Жалпы исламда бізде жалпы құптамайды бұл нәрсені. Тіпті ол не істесе де, ілім алып жүретін болса да, бірге алып жүрген жақсы. Жұмыс істейтін болса да, қай мемлекетке бар, жердің қай жеріне баратын болсан да, отбасыңды бірге алып, әйеліңді қасында алып жүрген дұрыс болып есептеледі. Өйткені сені біз айттық қой, енді мейлі ол ақша тауып жатыр, үй салайын деп жатыр, машина алайын деп жатыр, бірақ бәрібір ол уақытша нәрселер. Жаңағы бірде бар, бірде жоқ нәрселер ғой. Сенің отбасың, қасындағы сенің жарың, бала шағаң ол дүниедегі ең құнды, ең жоғары нәрсе болғаннан кейін соған қатты мән беру. Енді үзір себептер болса қаралады. Енді айтады, өзің қабырғаңды кесіп тастап кеткен секілдісің да. Әйел сен қабырғаң ба, үнемі қасында жүру керек.
Сол үшін де еркектер не үшін төркінге жібергісі келмейді? Қабырғасы өзінің жанынан кеткенін қаламайды да. Алыстап қалса араға салқындық түседі деп ойлайды. Сол үшін салқындық түспеу үшін еркек соны ойлап, хикмет иесі ғой енді ол. Төркінге жібергісі келмейді, сағынады деген секілді ғой. Әдемі сөз тауып бердіңіз, ол біраз еркекке. Сол жағынан түсіндір дейсің да. Жүрегімнің тұсынан. Төркінге жіберіп тұру керек жалпы. Төркінге жіберіп тұру керек. Жіберіп тұру керек. Жақсы. Болмайтын бір намысқа беріліп, жаңағыдай көшенің нелеріне немесе жаман нәрселерге беріліп, сондай сезімдерге берілу дұрыс емес. Тақылаймыз әлі төркін мәселесіне. Еркектікке жатпайды. Мынандай сұрақ па енді? Үйленуге дейін болып жатқан сұрақтардың көп өткен жоқ па? Көп өткен жоқ ұстаз. Мынандай сұрақ бар бізде. Соңғы сұрақ болсын, жақсы. Қоғамда енді жиі қойылатын сұрақтардың бірі, оған көп жауап та беріліп жатыр, бірақ дей тұрғанмен бұндай сұрақтар келіп түседі. Сол сұрақтың бірі еркектің тегіне өту, яғни еркектің тегін алу мәселесі. Әйел үйленген кезде рұқсат па, рұқсат емес пе? Бізде тек деген нәрсе бар, сосын тегі деген нәрсе бар. Тек деген әкесінің аты ғой. Ал тегі деген фамилия. Фамилия. Әйел адам күйеуінің фамилиясына өтсе, шариғат оны арам істедің демейді. Жайыз. Бірақ абзалдығы жағынан өткен дұрыс па, өтпеген дұрыс па? Өтпеген дұрыс. Абзалдығы жағынан. Ал өзің тек бар ба, тек әкесінің атын мүлдем өзгертуге болмайды. Бұл жағдай, бұл көбінесе қандай кезде орын алады? Бірінші күйеуден ажырады әйелі, екінші күйеуге тұрмысқа шықты. Бәрін өзгертіп тастайды, әкесінің атын өзгертіп тастайды баласын. Бұл арам. Жаңа күйеуінің, мысалы үшін, қызының аты қандай? Мәриям, екінші күйеуінің аты Жалғас. Мәриям Жалғас қыз деп қояды. Негізі Мәриям Ернардың қызы негізі. Мәриям Ернар қызы болғанда, Мәриям Жалғас қызды өзгертуге болмайды. Ал бірақ фамилияны өзгертсе шариғатта арам демейді, бірақ абзалы өтпеген дұрыс. Бұл түсінікті. Көп рахмет, ұстаздар. Енді біраз мәселенің түйінін тарқаттық. Әлі де 3-ші подкастымыз бар. 2 сағаттан кейін түсіреміз оны. Неке бабы біткен жоқ. Алла ұстаздарымызға қуат берсін. Соны Алматыдан келіп, ол жаққа қаражаттарын жұмсап жатыр жеке ұстаздар. Ешқандай ақы алып жатқан жоқ. Алла разы болсын ұстаздарымызға. Сіздерден енді құрметті көрермендер, сұралатын нәрсе көру, білім алу, осыны тарату, қолғабысын тигізу. Бізге де иншалла соған лайықты етсін. Амин. Алла разы болсын ұстаздар. Алла береке берсін. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам.